дәрісті бастамай тұрып мен бір екі нәрсе айтқым келеді. Яғни бұны сіздер дәріс ретінде міндетті, осы соңғы ақпарат, осыдан шынайы ақпарат жоқ деп қабылдамаңыздар. Бұл тек қана біздің тәжірибе, бұл және де менің тәжірибем. Яғни мен сіздермен бүгін дәріс емес, өзім тәжірибемен бөлсем. Яғни менің көзқарасым аналитикаға, ол қалай болу керек, ол қалай жүргізілу керек. Яғни тәжірибемен бөліскеннен кейін, яғни сіздердің кейбір сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Екінші мәселе бүгінгі. Яғни сіздер алдындағы лекцияны қарап шық деп үміттенемін. Өйткені сіздерде осындай тапсырма болды деді. Сол себептен кейбір слайдтар қайталану мүмкін. Бірақ мен ол слайдтарға толыққан тоқтамаймын. Мен бүгінгі негізгі дәрісті топтық аналитикаға назар аударамын. Яғни қараңыздар, былтырғы аналитика ол жеке сарапшының аналитикасына мен көп жағдай акцент қойдым. Жеке сарапшының аналитикасы сәл бөлек топтық аналитикадан. Топтық аналитиканың жұмыс істеу тәсілдері мен әдістері тағы бөлек. Сондықтан да мен сіздерге бүгін жаңағыдай сіздердің енді мектептің аясында бірлесіп жасайтын топтық жұмыстарыңызды ескере отырып, мен сіздерге топтық аналитиканың ерекшеліктерін берем, жұмыстарын берем, әдістерін берем, жұмыс істеп көресіздер. Егер сіздерге жаңағыдай пайдасы тиіп жатса, онда мен бүгінгі лекциям жаңағыдай ақталды деп есептелемін. Жалпы сосын бүгін енді бір жыл өтсе де, биылғы жылы менде бір екі жақсы курс өттім. Сол екі курстың аясында жаңағыдай бір толықтырулар бар лекцияда, сосын өзім тәжірибемен бөлсем, жаңағыдай қалай жақсырақ жазу керек, қалай нақтырақ жазу керек, қалай қысқаша жазу керек деген сияқты нәрселер бар. Соның бойынша сіздерге жаңағыдай ұсыныс беремін. Жалпы біздегі негізгі мәселе бұл аналитикалық жазбаның принциптері, аналитикалық жазбаның кезеңдері, жазба құрылымы, полисемия. Жалпы алдағы лекцияда сіздер көрдіңіздер, осындай жалпы құрылымда башқа жұмыс істейміз. Мынаған тоқталмай қояйын, яғни бұл тек қана атаулары атауда емес мәселе. Мәселе сіздің сараптамаңызда, сіздің аналитикаңызда, оның жаңа құнды беретін ақпаратында. Мынау енді негізгісі. Мынау Павел Безручканың кітабы былтыр шықты, жаңартылған 23-те. Мен өзім сатып алдым, жаңартылған ақпаратпен, жаңартылған мәліметпен, басқаша келбеті. Мынау енді шығыс жаңағыдай Европадағы қолданылған ең жақсы бір әдебиеттердің бірі. Осы екі негізгі әдебиетке жүгінсеңіздер де болады негізінен. Енді бірінші осы аналитика жұмысының принциптеріне тоқталмай тұрып, жаңағы сіздерді көріп жатырмын, әртүрлі жастасыздар, әртүрлі мамандықтансыздар, әртүрлі деңгейдегі азаматтарсыздар, азаматшаларсыздар. Аналитикаға менің өзімнің тәжірибем, мен мысалы академиялық ортадан аналитикаға келген адаммын. Яғни мен университеттің қабырғасында жұмыс істеп бірнеше жыл, 12 жыл, сосын болашақтан кейін аналитика келген саласына келгенмін. Мен ең алғашқы қызметім ғылыми қызметкер, яғни ең төменгі сатыдан бастадым. Содан бүгінгі және 10 жылдық тәжірибем бар біздің институттың аясында жұмыс істеуде. Мен біздің директор бар, Ерлан Тынбайұлы, одан кейін Зарим Кокен, одан кейін бүгіндегі Еркін Бәлтханұлы 3 директормен жұмыс істеудің. Яғни әрине бұл да мектеп мен үшін, себебі ол кісілердің деңгейі, ол кісілердің аналитикасы, ол кісілердің көзқарасы біраз өзгерістер бар. Ол кісілерден де біраз нәрсе үйренуге болады. Өйткені әртүрлі салада жұмыс істегеннен кейін олардың деңгейлері бір бөлек болады. Бірақ бір нәрсе, аналитикаға кез келген жаста, кез келген жағдайда үйренуге болады. Яғни қанша дегенмен осы талант керек деп атса да, бәрібір 95% еңбек, 5% талант. Сондықтан да еңбектенсеңіздер, барлықтарыңыздың араларыңызда керемет аналитиктер шығады. Бірақ бұл жерде бір мәселе, аналитикада өздеріңіз ұнататын, өздеріңіз іштен жанып, ана тақырыпқа башқан кезде бүкіл жандарыңыз салатын тақырып болса, сол тақырып аясында мамандансаңыздар деген ұсыныс бар. Яғни кез келген тақырыпты ала бермеңіздер. Бір тақырыптан бір тақырыпқа секіре бермеңіздер. Егер де бір тақырыптың аясында бір алсаңыздар, сол құрылым сіздерге өздеріңізге пайдалы болады. Сондықтан да сол біздегі Қазақстандағы негізгі аналитика саласы болсын, ғылыми саласы болсындағы ең үлкен проблема ол бізде мамандану. Не себептен? Бізде әйтеуір жалпы саясаттанушы бар, жалпы әлеуметтанушы бар, ал бізге мамандану керек. Сондықтан да мамандануға мән беріңіздер. Мысалы, өкінішке орай, мысалы бізде әлі күнге дейін Ресейдің мысалы ішкі саясатын, Ресейдің экономикасын, Ресейдің басқа да мемлекет, немесе Қытайдікін мамандар бізде аз, мысалы. Яғни ол мамандану. Енді аналитиканың жаңағыдай бұған аса тоқталмаймын, бірақ атап өтем. Ең негізгі мәселе аналитика жұмысын дайындау барысында ол сіздер сандық және сапалық әдісті жақсы білу керексіздер. Жалпы аналитика жақсы болып шығу үшін
осы сандық сапалық әдістерді қолдана білсеңіздер, яғни бірлестіріп, сонда сіздердің аналитикаңыз өте ұтымды болады. Енді мен сіздерге сандық сапалық әдістің құр тізімін беремін, бірақ оған тоқталмаймын. Енді қараңыздар, мен мысалы өзім болмысым бойынша сарапшы ретінде мен сапалық әдістің маманымын. Яғни мен не количественникпін, яғни мен сандық әдістерге көп жағдайда мен мән беремін, оны қолданамын, бірақ мен сапалық әдістің көп жағдайда маманымын, соны жақсы көремін. Өйткені ол маған өте құнды ақпарат береді. Сосын жаңағы кодировканы маған ұнайды жасаған, жалпы жаңағы стенограммаларды оқыған ұнайды, содан жаңағыдай бір құнды ақпарат алғаннан кейін маған сапалық әдістер әрине анағұрлым өте тиімді. Енді яғни тағы да аналитикада ең басты жаңағыдай нақты фактілерге сүйеніп отыру керек. Еш уақытта бір ақпарат көзіне сенбеу керек. Яғни міндетті түрде 3-4-5 ақпараттың көзінен тексеріп алу керек. Сосын мынандай әдіс бар. Аналитиктер әртүрлі. Кейбіреулері мысалы біздің институтта мысалы менде 3 бөлім бар, менің қарамағымда жұмыс істейтін. Менің 3 бөлімде жұмыс істейтін мамандарым әртүрлі. Сол 14 түрлі, 15 түрлі. Сондықтан да бірақ әрбірінің ерекшелігін білемін. Біреу ауызша жақсы айта алады, біреу жазбаша жақсы алады деген сияқты нәрсені. Сол ерекшелікті ескере отырып, әрине мен тапсырманың бәрін солай жүктеймін. Бірақ егер де сіздер аналитика саласында егер бірден отырып жаза алмасаңыздар, диктофонды алып диктофонға жазуға болады. Яғни бүкіл ойыңызды ешқандай үтір нүктесіз, ойыңызға қалай келеді, реттілік, логика ештеңе керек емес. Құр жай аудиоға кәдімгі диктофонды арасында жаза бересіздер. Өзіңіздің ойын, пікіріңізді. Ол өте кейде жақсы көмектеседі. Сосын күнделікті жазу дағдысы, яғни әдетке айналдыру. Осы бойынша мен кейінгі бір слайдтарда беремін бір әдісті, қалай жұмыс істейтінін. Өйткені мен соңғы 1 жылда оны қолданып келемін, жалпы жақсы жұмыс істейді екен. Яғни диктофонға жазу деп айттым. Сосын жазбаны әрқашанда отложить деген принцип бар. Яғни кез келген жазба бір уақыт тыныштықта болу керек. Яғни 1 тәулік болсын, ол жазбаны қоя тұру керек, оқымау керек, онымен жұмыс істемеу керек. Яғни сіз ол жазба туралы ұмыту керексіз. Не себептен? Себебі ертең күніне қарағанда ол жазбаға сіздің көзқарасыңыз өзгереді. Мысалы менің өзім осы соңғы желтоқсан айында яғни бір аналитика жаздым. Сол аналитика барысында мысалы мен 3 рет отложить еттім. Яғни 3 рет ол қағазды ескерген жоқпын. Не себептен? Әрбір жазған сайын мен қысқартып отырдым. Не себептен? Сенің ұзақ 11 беттен мысалы маған 4 бетке қысқарту керек болды. Сол себептен яғни ол күнделікті жұмыс болғаннан кейін, яғни отложить деген принципті ұмытпаңыздар. Сосын көптеген идеялар, бір пікірлерді естіп отырсаңыздар, әрқашанда тіркеп жазып жүріңіздер. Әрқашанда аналитикада, яғни не үшін, что деген, яғни сіз бұл аналитика не үшін жазып жатыр деген сұраққа әрқашан жауап беру керек өзіңізге. Яғни саморефлексия аналитикада өте жоғары деңгейде болу керек. Мен соңғы тағы да слайдтар қостым 2. Яғни аналитика жазу барысында мәселені қоюға, сосын ұсыныстарды дайындауға қалай адам өзіне сұрақ қою керек. Оның ішінде сарапшы өзіне сұрақ қою керек. Сондықтан да саморефлексия өте үлкен болу керек. Үлкен жоғары деңгейде болу керек, жиі бола білу керек. Сонда сіздерге өте көп ой келеді. Мысалы мен мысалы өзімді толыққанды аналитик деп есептемеймін. Не себептен? Себебі бүгінгі күннің өзінде әрбір аймаққа шыққан сайын, әрбір зерттеу жүрген сайын мен көп нәрсені білмейтіндігімді, бір нәрсе, идея, формат, подход бәрі өзгеретінін түсінемін да. Сол себептен бұл жаңағыдай әрқашан толып тұратын ақпарат. Келесі, енді аналитиканың бір ерекшелігі ғылыми саладан сіздер қандай термин, күрделі жаңағыдай ақпаратты жеткізген кезде жаңағыдай қолданбайсыздар, арнайы терминдерді. Сосын салас, сабақтас, сложно сочиненное предложение сияқтылары болмайды. Яғни өте қысқа нұсқа жазған дұрыс. Енді яғни бізде мынандай принцип бар, кейде ойлайды адамдар, көп сан жазсам, көп мәлімет жазсам, керемет жақсы болады деп. Шын мәнісінде ол жалған нәрсе, бірнеше тәжірибе көрсетті. Менің өзім сондай қателік бергем. Егер де мысалы бір беттің өзінде 5-6 сан қолданып соны жазсам, әрине ол тақырыпқа байланысты. Кейбір тақырыптар болады, мысалы экономикалық тақырып болса, ол жерде өте көптеген сандық мәліметтер бар. Мысалы біздің жаңағыдай саяси бір бағыттарда бұл жерде жаңағы 2-3 санның төңірегінде бір бетке сыйғызып соны жазсаңыздар, яғни ақпараттың тым асыра сілтемшіл болмайды. Сосын қысқарту. Аналитиканың басты принципі қысқарту. Яғни қысқа сөзбен, қысқа сөйлеммен жеткізілетін нәрсені көп сөзбен жеткізбей қойыңыздар. Бұл ең басты аналитикадағы үйренетін нәрсесі. Одан кейін сіздер мынаны ескеру керексіздер. Сіздер әрқашанда адресат кім? Яғни сіздің аналитикаңыздың тұтынушысы кім деген сұраққа бірінші жауап беру керексіздер. Не себептен? Соған байланысты сіздің аналитикаңыз қалыптасады. Не себептен? Себебі неғұрлым жоғары лауазым болады, соғұрлым ол лауазым, ол ақпаратты жақсы біледі деген сөз. Мысалы біз кезінде аналитиканы кейсейді long read жасаймыз. Яғни біз үлкен, ұзақ баяндамалар жасайтынбыз. Мысалы шамамен 25, 30 сондай бет жасайтынбыз. Уақыт өте келе біздің аналитикамыз 15 бетке келді.
бүгінгі күнде біз 2-3 бетке келдік. Яғни эволюциямыз неге? Себебі неғұрлым жоғары лауазымдағы адамдар, олардың оқуға уақыты жоқ. Мен сіздерге бірден айтайын. Сосын оларға сіздерден бөлек бәленбай балама ақпарат келеді. Менен бөлек, мысалы біздің институттан бөлек. Сондықтан да біздің мысалы қазір бүгіндегі директордың ең басты принципі, біз мысалы баяндаманы жазғаннан кейін отырып талқылаймыз, максимально қысқарту керек, максимально қысқарту керек. Мысалы мен кейде 2 тақырыпта жазылған сараптама болса, мен екеуін бір тренде біреу жасаймын. Олай да болады. Не себептен? Себебі жаңағыдай тақырыпқа байланысты. Сондықтан да қысқартып үйрену. Бірақ жақсы аналитик болу үшін қысқа аналитикадан бастамайсыздар. Әрқашан да бастайсыздар үлкен аналитиканы. Яғни үлкен сараптама, развернут дейді ғой, яғни кең көлемді сараптама жасағаннан кейін барып қана сіздер келесіздер жаңағыда не қысқа жақсы өте аналитикаға. Сондықтан да мен көп жазамын деген сияқты сіздерде ешқандай ондай ой болмау керек. Керісінше жаза беріңіздер, сонда сіздерде жаңағы қысқартуға мүмкіндік болады. Келесі, енді мына жерге мистерге мынау жаңа материал, яғни бұл лекцияда жоқ, бұған қазір мистерге назарларыңызды тартамын. Жалпы аналитикалық жазбаны жазған кезде мына 2 факторды ескеріңіздер. Бұл менің осы лекция қосқан жаңа материалдың бірі. Неге? Біріншісі уақыт факторы, келесі мәселені терең түсіну. Яғни уақыт факторы дегеніміз не? Сіздер кей жағдайда жұмыс бабы бойынша өздеріңіз немесе жедел аналитика жасауларыңыз мүмкін. Жедел аналитика деген не? Ол 1-1,5-2 сағаттың ішінде сіздер қағаз дайындап қойыңыздар. Қағазда жазып дайындап қою керек. Бұл өте жедел аналитика. Оның жұмыс істеу тәсілдері бөлек, қазір сіздерге сәл көрсетемін. Сосын ол работа на опережение. Яғни егер ол оқиға болмай жатса, егер сіз оқиғаның ертең мысалы ұласып кетуін, негативті жағдайда ұласып кетуін көрсеңіздер, на опережение жұмыс істеуге болады. Ол жедел аналитика. Оны жұмыс істеу, яғни кішкене ауқымдырақ, бірақ оның бір жақсы топтық жұмыс жасайды. Мысалы, бізде бұндай кейс болды. Егер естеріңізде болса, 2016 жылы Мақтааралдың оқиғасында, одан кейін бізде Ақтөбедегі теракт болған кезде осындай өте тығыз, өте 1-2 сағаттың ішінде жасайтын аналитика болды. Яғни сосын қаңтар оқиғасы кезінде әрине ол жерде әрине жалпы ақпараттандыру мәселесі, сосын тез жаңағы жүйелеп ақпаратты беру негізгі мәселесі. Келесі ол мәселені терең түсіну, эмпатия жасау. Яғни бүгінде біз мысалы менде 15 адамның барлығы міндетті түрде жылына бірнеше рет аймаққа шығады, аймаққа барады. Яғни кабинетте отырып ішкі саясат маманы болу деген мүмкін емес нәрсе, ол нонсенс нәрсе. Сондықтан да олай болмау керек. Егер сіздер маман болсаңыздар, эмпатияны тереңірек жасау керек, яғни әрқашанда жүру керек, көру керек, шығу керек. Өйткені не береді? Ол сіздерге қағазда жоқ, статистика жоқ, көп ақпаратты береді. Сондықтан да неғұрлым эмпатияны тереңірек жасайсыздар, неғұрлым терең түсінесіздер. Мысалы бізде қазір халықаралық қатынастар орталығы бар. Олар өте жиі орталық Азия мемлекеттеріне барады. Өзбекстанға, Түркменстанға, Тәжікстанға, Қырғызстанға. Не себептен? Себебі орталық Азия туралы жазу үшін ол мемлекеттерде болу керек, ол мемлекеттерге бару керек, ол мемлекеттерге сарапшылармен араласу керек. Онсыз сіз жақсы сапалы дүние жаза алмайсыздар. Не себептен? Себебі ол бөлек деңгей. Енді қараңыздар. Мынау жалпы бұл технический, бұл ешқандай жағдай біздің ойлап тапқанымыз, бұл кәдімгі айтишниктердің, техниктердің берген нәрсесі. Жедел аналитика кезінде ақпаратты өте тез керек, өте тез. Ол жақта әрбір секунда, әрбір минута уақыт ойлағаннан кейін, егер де сіздерде әлем ресурс сияқты мысалы үлкен базаларға сіздерде подписка болмаса, яғни сіздерде ондай қосылым болмаса, ондай жасамасаңыздар, ең негізгі ақпарат әрине бізде бұқаралық ақпарат құралдарында. Әлеуметтік желіде шығады, сосын бұқаралық ақпарат құралында. Сондықтан да уақыттарыңыз шектемеу үшін Google-дың технический мүмкіндігі бар. Егер сайт космик.kz деп жасаңыздар, сосын қасында ключевой сөз жасаңыздар, бірден тек қана Қазақстан бойынша ақпарат шығады. Яғни сіздерге ешқандай артық ақпарат шықпайды. Бұл технический, яғни техникалық жағынан сіздерге өте тез жеңілдетеді. Одан кейін, егер сіздер, мысалы, бізде енді бар, мысалы тізім, с долей секунды, яғни минуты тез жариялайтын ақпараттың жаңағыдай сайттар немесе бұқаралық ақпарат құралдары бар. Яғни біз білеміз, кім бірінші жариялайды, кім бірінші жазады деген сияқты. Біз жаңағыдай енді хронометр жүргіземіз ғой. Сонда егер сіздер сондай сайттарды білсеңіздер, тез ақпарат жинайтын, немесе бір аналитиканы жақсы жазатын, немесе бір жақта ақпаратты беретін сайтты білсеңіздер, онда Google-дың мүмкіндігі сайт двоеточие, мысалы Абай.kz деп жасаңыздар, тек қана Абай.kz шыққан материалдар шығады, немесе Ротель.kz шығады. Яғни бұл таза Google-дың техникалық ерекшелігі, яғни сіздің уақытыңызды үнемдеудің амалы бұл. Бұл жаңағыдай бір аналитиктің керемет құралы емес, бірақ уақытыңызды өте жақсы үнемдейді. Мен қазір сіздерге бір таблица көрсетемін. Ол таблицаның енді қазір грифі жоқ әрине. Бірақ мен сіздерге мынаны көрсетіп тұрмын. Яғни бұл жедел аналитикаға қатысты.
Бұл жалпы аналитиканың ішінде қазір мен сіздерге мынандай айтайын. Яғни қараңыздар, егер сіздер мықты аналитик болам десеңіздер, биг дата, яғни база данных немесе событийный рядқа өте мұқият болыңыздар. Біз событийный рядқа, яғни event анализ дейді, event анализдің ең қарапайым түрі, яғни ешқандай бір қиындығы жоқ, бірақ ең қарапайым түрі. Яғни біз әдістің негізі құндылығын түсінбейміз, мән бере бермейміз. Негізі бұл event талдау әдісінің өте үлкен құндылығы бар. Қазір мен сіздерге дәлелдеймін. Яғни қараңыздар, мына жерде сіздер кестеде көріп тұрсыздар, бізде осы 16 жыл болған жағдай, осы жер мәселесіне қатысты бізде өте көптеген митингтер болған кезде, біздің барлығымызды, енді көптеген сарапшылардың пікірінше, барлығы басталды сол Атыраудан 24 сәуірден деген пікір. Шын мәнісінде олай емес. Яғни сіздер кестеден көрсеңіздер, барлығы басталған негізі брифингтен. 30 наурызда брифинг болады. Брифингтен кейін ең алғашқы митинг Қазақстанда болады. Ол кездегі оңтүстік Түркістан облысында 300 адамның қатысуымен. Яғни ары қарай қараңыздар, барлық қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарында өте көптеген мақалалар болды. Одан кейін одиночный пикет болды. Мен бұл жерде сіздерге тізімге емес, анау күніне назар аударыңыздар. Яғни 30 наурыз, одан кейін 2 сәуір, одан кейін 11 сәуір, одан кейін 2 сәуір, одан кейін 20 сәуір. Сіздердің бұл оқиғаларыңыздың арасында 7-8 күн бар. Ары қарай сізде 20-сынан кейін былай қарай уақыт не істейді? Жеделеді, яғни күнде кетеді. 23, 24, 26, 25, 28. Бұл не деген сөз? Біз кейбір оқиғаның болуын болжай аламыз, егер бізде күнделікті, мысалы мынандай базалар жасалса, мынау ивент анализ ең қарапайым. Өзіңіздің салаңыз, өзіңіздің тақырыбыңыз, өзіңіздің айналысатын аймағыңыз бойынша элементарно осындай жасап отырсаңыздар, сіздер кейбір трендті көре аласыздар. Яғни мына ертең оқиға оласып кетуі мүмкін, ертең мынау оқиғаға бір неге әкелуі мүмкін деген болжам жасай аласыздар. Я болжам болмауы мүмкін, бірақ сізде ең құрмағанда не болады? Мониторингтік сізде кесте болады. Сосын қараңыздар, мынау кесте нені дәлелдеп тұр? Біздің 20 сәуірге дейін бізде 20 күн аралық болды бұл оқиғаны болдыртпауға. 20-сынан кейін, яғни точка невозврата кетеді. Яғни 20-сынан кейін бұл оқиғаны басқару мүмкін емес. Несеттен себебі бұл шегіне шығып кетті. Бізде енді мынау біздегі енді жаңағыдай, мен ойлаймын, біздің мемлекеттегі жаңағыдай сәтсіз кейстің бірі. Несеттен себебі біз оқиғаның болжанбағаннан кейін жаңағыдай тез оны басқара алмадық. Бірақ келесі оқиға жаңағыдай енді оның құжатын көрсетпей қоямын, бірақ дегенін айтып өтейін. Егер бізде сәуірге қатысты бізде жағдай болды, 2017-18 жылы естеріңізде болса, сол жағдайда біз осы кестені жасадық. Сол кестені жасаған кезде біз бірден айттық, сыртқы істер министрлігіне. Қазір бұл тақырып кетеді. Абайларыңыздар, біз бірден істеуіміз керек. Яғни күтіп отырмау керек, ертең не болады деп. Несеттен себебі біз бұқаралық ақпарат құралдарындағы барлық трендтерді, пікірлерді, Фейсбуктегі талқылаудың барлығын көре келе, біз осындай кесте жасаған кезде біз бұл оқиғаның, яғни эскалациясы, яғни күшейіп кеткенін көрдік. Яғни сіздер егер өздеріңіздің зерттеу тақырыптарыңызда оқиғаның эскалациясын көрсеңіздер, міндетті түрде сіздер ескерту керексіздер. Аналитик ретінде сіздердің ең басты міндеттеріңіз ол ескерту. Ол оқиғаны болдыртпау негативті. Яғни, мысалы, егер бір оқиға, оның сыртында екі оқиға, яғни ол егер интенсивтілігі бойынша және көлемі бойынша ұлғая берсе, сіз бұл жедел аналитика, яғни сіздің басты міндетіңіз ескерту, бұл оқиға ертең болып қалуы мүмкін. Оның салдары әкелу деген сияқты, яғни работать на опережение деген осы. Яғни бұл сіздерге таза әдістемелік құрал, өздеріңіз үшін жаңағыдай жұмыс істеу барысында қолдануға болады. Яғни бұл ивент анализ. Негізі ивент анализтер білесіздер, бұл таза Америка құрама штатының саяси ғылымының ойлап тапқан әдісі, таза солардікі. Сосын сіздер білесіздер, Энн Арбор деген қала бар Америка құрама штатында. Соған барып қалсаңыздар, сол жерде ең әлемдегі биг дата бар. Ол жерде қандай биг дата бар? Америка құрама штаты 60 жылдан бастап сол жерде 200 мемлекет бойынша осы ивент анализ жасайды. Яғни 200 мемлекет бойынша күнделікті қандай оқиға болып отыр, соның барлығын тіркеп отырады. Ол база данных, ол ивент анализ. Сондықтан да неге прогностика Америка құрама штатында жақсы? Неге о жақта жаңағыдай мысалы Дельфи әдісі неге ойлап тапқан Америка құрама штатында? Себебі олар ақпаратқа, мәліметке, сосын жаңағыдай ақпаратты жинауға өте мұқият. Біз өкінішке орай енді ғана мүмкін түсінуіміз керек шығар, біз көп жағдайда оған мән бере бермейміз. Біз негізінен мәліметке мән бермейтін, керек қылмайтын мемлекет, біз қоғамбыз. Ол өте жақсы нәрсе емес, несеттен. Неғұрлым ақпарат көп болады, неғұрлым биг дата көп болады, неғұрлым мәлімет жақсы болады, соғұрлым бізде болжамдық аналитикалық материалдар күшейеді. Неғұрлым біз салақ қараймыз оған,
мүлде мән бермейміз, соғұрлым бізде аналитика әлсіз болады. Сондықтан да мен сіздерге енді сарапшы ретінде бір ақыл кеңесім, егер сіздер маманданатын сала бойынша бір статистиканың жоқтығын, мәліметтің жоқтығын байқасаңыздар, өздеріңіз бастаңыздар. Ешкімді күтпеңіздер. Ешкім сіздер үшін ештеңе жасамайды. Мысалы, біздің өзіміз бірнеше мемлекеттік органдармен жұмыс істей келе түсіндік. Ондай ақпарат жоқ екен. Мемлекеттік органдар, оның қарамағында ол ақпарат. Бірақ біз ондай ақпаратты жинамаймыз дейді. Содан біз бастама жасаймыз. Жинайық, қарайық, не істейді. Неғұрлым көп статистика болады, соғұрлым бізде аналитиканың да жаңағыдай сапасы артады. Бұл заңдылық. Сондықтан да мәліметке жаңағыдай жинақтауға бәрін өте мұқият болыңыздар. Келесі, менің былтырғы жаңағы айттым ғой, тәжірибемді бөлсем, осы жаңағыдай бір аналитиканың дамуына әсер ететін бір тәсіл, сіздер бұны білесіздер. Мынау өте жақсы тәсіл. Мен негізі фрирайтинг деген нәрсеге ойлайтын, адам келген нәрсесін жаза береді деген сияқты. Бірақ мен өзім өткеннен кейін бұның өте тиімді әдіс екенін түсіндім. Бізде ойлайды фрирайтинг деген отырдың, қаламды алдың, жаза бересің. Жоқ, олай емес. Оның кәдімгі кезеңдері бар, оның методологиясы бар, ол сол методпен жасалатын нәрсе. Сосын енді ғылыми дәлелдеген нәрсе, бұл бірнеше американдық, европалық, азиялық зерттеулермен дәлелденген нәрсе. Қаламды ұмытпаңыздар. Қаламмен жазу деген ол сіздердің өмір бақи әдеттеріңіз болу керек. Бәрібір компьютермен, планшетпен жасаңыздар, бір қағаздың бетіне қаламмен жазылған, ол өте мидағы процестерді басқаша береді. Мен сіздерге ол жаңағыдай 10 жылдың ішінде біліп жатқан тәжірибенің негізінде айта аламын. Яғни қараңыздар, фрирайтингтің тәсілі, яғни қараңыздар, егер сіздер бір бағыт бойынша өте көп ақпарат оқып, сол ақпараттарды біліп, терең тақырыпты біліп тұрсаңыз, сіз фрирайтинг тәсілін қолданасыздар. Ол не деген сөз? Бірінші кезеңде сіздің басты міндетіңіз 10-25 минуттың аралығында тоқтамай жазу. Яғни қараңыздар, бірден 25 минутке будильник қоймаңыздар. Қоясыздар 10 минутке, 7 минутке, 8 минутке, сосын біртіндеп ұлғайтасыздар. Одан кейін сіз бүкіл жазып болғаннан кейін қағазды қайтадан 1 минут будильникке қоясыздар. Сосын негізгі идеяны, ойды ажыратасыздар. Және сіздің көзіңізге түскен негізгі идеялар болса, тез-тез сызасыздар. Енді тағы да будильникті 1 минутке қоясыздар да, үшінші кезеңде сол жаңағы бүкіл жазған 2 бет. Негізінен қаламмен жасаңыздар 10 минут деген бұл 2 бет шамамен. Сол 2 беттен бір абзац алып шығасыздар. Сол сіздердің фрирайтингтен шыққан қорытындыларыңыз. Яғни бұл әдіс өте жақсы жұмыс істейді. Мен сіздерге оны өз тәжірибеммен айтамын. Мысалы, мен бірақ айтайын. Мысалы, мен өзімнің болмысым бойынша таңға негізде, мысалы, жабырын саба дейді ғой, кім кеш жақын креативный жұмыс істейді деген сияқты. Біреу таңертең жұмыс. Мен үшін мысалы таңертең таңғы уақыт. Мен таңертең жазған маған тиімдірек, жеңілдірек. Сосын мен түсіндім, маған тиімді сол екен. Сондықтан мен таңертең жазамын. Таңертең жазған кезде жаңағыдай өте көптеген идеялар келеді. Мен бас кезінде шынын айтайын, оқуға барған кезде бұған нанған жоқпын. Мен ойладым, жазам, жарайды, қатысайын деп. Сосын үшінші сабағында мен жаңағы фрирайтинг жасаған кезде бірден бір жаңа идеялар келе бастады маған. Өзі бір болады. Басқа тақырып бойынша, тақырыпқа қатысы жоқ болмайынша бір жаңа идеялар келе бастайды. Сондықтан да сондай бір оның бір жақсы инновациялық тәсілі бар. Сосын келесі. Бұл менің тәжірибем. Бұл менің уақытым. Сіздер бұл уақытқа сүйенбеңіздер, мен тек қана тәжірибем беріп тұрмын. Яғни кез келген әдет қалыптасады. 100%. Бірақ әдеттің қалыптасу уақыты әртүрлі. Біреуге 20 күн, біреуге 96 күн, біреуге 48 күн. Ол жаңағыдай енді ғылыми ондай пікірталас бар. Бірақ жазу деген әдет күнделікті. Егер жақсы сарапшы боламын десеңіздер, аналитик боламын десеңіздер, күнде жазу керек. Бұл міндет. Басқаша, білесіздер ғой, әйтеуір теориялар бар. 10 мың деген теория бар, яғни 10 мың уақыт өткізсең ғана сапалы деңгейге шығасың әртүрлі. Ол рас, ол сөздің жаны бар. Неге? Себебі бұл әдетті қалыптастыру үшін жаңағыдай күнделікті жасаңыздар. Яғни мынандай нәрсе бар. Жағдай әртүрлі, уақыт әртүрлі. Өздеріңіз қинамаңыздар. Яғни өздеріңізді тыңдай біліңіздер, сосын айтыңыздар, мысалы, мен бүгін 5 минут жасам жеткілікті. Менің жоспарым. Кейде менде уақыт тығыз болған кезде мен 10 минут жазам. Орташа мен өзіме 30 минут деген оқып қойғам, максимум ол 1 сағат. Яғни мен күнде жазам. Не 30 минут, не 1 сағат, бірақ кейде мен 3-4 күн қатарынан 10 минут жазам. Бірақ мен жазам. Сондықтан да сіздерде өздеріңізде бұл әдетті қалыптастыруда, жазу аналитикасында осы 3 жоспар ұсыну керексіздер. Не күнде 10 минут жазасыздар,
бірақ уақытыңыз келгенде 30 минут жазасыздар, уақытыңыз оған 1 сағат жазасыздар. Немесе сіздер үшін 5 минут, 15 минут, жарты сағат болуы мүмкін максимум. Бұл өздеріңіз белгілейсіздер. Бұл менің қолданатын жаңағыдай өзімнің тәжірибем, маған бұл көмектеседі. Яғни 10 минут күнделікті жаңа жазғанда прогресс болады. 10 минут жазған кезде жаңағыдай бір әртүрлі идеялар болады. Сондықтан да бұл осы жоспарды қолдансаңыздар әдет қалыптасады. Бірақ бұның бір шарты бар. Сіздер үзбеу керексіздер. Ең құрмағанда 3 апта, 4 апта бұл процессті үзбеу керек. Күнде 10 минут жазу керек. Ойыңызға не келсе де айтып жаза беріңіздерші, бір атыс қалыптасады. Мысалы менде болады, кейде жұмыста мен мысалы бөлімде көп жұмыс істеймін ғой енді. Мысалы сарапшыны шақырамын, талқылаймын деген сияқты. Сонда көріп тұрамын, анау буксовать етіп тұрады, заводить етілмеген машина сияқты оборот ала алмай тұрады да. Сосын қинамаймын. Неге? Өйткені қинағаннан ештеңе шықпайды. Сосын мен айтамын, жарайды. Отыр да 5 минут жүрші, болды. Одан кейін басқаны оқы, бірдеңе деп. Сосын 5 минут оқы, күнделікті 5 минут жүрші. Аналитикасының мерзімі кішкене созамын десеттен. Себебі ол оның маманы, бірақ оны қинауға болмайды. Ол күнделікті 5 минут жазғаннан кейін бір күнге шабыты келеді. Сондықтан да сондай әртүрлі болады. Кейбіреулер мысалы болады, мысалы 10 бет маған аналитика алып келеді, оқысаң көп анау. Сосын мен айтамын, отырамын да, диктофонды қосам, сосын айтамын, мен условно шартты түрде мемлекет басшысың. Сен менің алдымда отырсың. Саған 1 минут уақыт, қазір басам диктофонды, будильникті. 1 минуттың ішінде не айтқың келіп тұр, соны айтшы өзің. 10 минут жазғаныңнан, пожалуйста, маған 1 минут айтшы. Мен басам, диктофонды қосам, айтады. Мен айтамын, тура осыны қағазға түсіріп шығаршы. Оймен кейде 1 минуттың ішінде керемет жеткізеді. Ана жазған нәрсесін. Сосын айтамын, давай, енді қысқарт. Сосын диктофон записьті өзіне беремін, кетеді. Сосын яғни ол жұмыс істеу әртүрлі тәсілі, мен сіздерге неге айтып отырмын? Сіздер өйстіп жұмыс істеп көріңіздер. Нужно пробовать, яғни өздеріңіз көріңіздер, пайдаланып көріңіздер. Біреуге пайдасы тиеді, біреуге пайдасы тимейді. Не себептен? Сіздер мысалы 50 шақты адам отырсыздар ма? Сіздер 50 түрлі аналитиксіздер. Сіздермен жұмыс істеу тәсілі бөлек болу керек. Сондықтан да оны міндетті түрде ескеріңіздер. Енді мынау лекцияда бар, яғни аналитика жазбаның түрлерін қарап шығасыздар. Ең негізгісі жаңағыдай қайталап өтейін, ол әдіснама. Яғни ең басты сауал, бұл аналитиканы қандай әдіснаманың негізінде жасаймын? Бұл жерде ғылыммен ең үлкен ұқсастық аналитиканың, бұл методология, яғни әдіснамасы. Мысалы біз кез келген аналитиканы жазбас бұрын бірінші бөліммен жиналамыз, сосын талқылаймыз. Қалай жазамыз, не пайдаланамыз, қандай мәлімет аламыз, қандай мәліметке мән бермейміз, жинаймыз деген сияқты. Яғни бізде предварительный работа дейді ғой, яғни алдын ала жұмыс өте үлкен болу керек. Сол себептен жаңағыдай әдіснаманы өздеріңіз үшін жасап алсаңыздар, яғни осының алгоритміңіз, өзінің құралдарыңыз, әдістердің жиынтығы қалай айтсаңыздар да. Бірақ әдіснама көп жағдайда сандық және сапалық әдістен тұрады. Енді мынау кезеңдері бұл лекцияда бар, яғни 5 кезең. Бұл кезеңді мен өзгерткен жоқпын, себебі бір жылдың ішінде осы кезеңмен біз жұмыс істеп келеміз. Ақпарат жинайсыздар, өңдейсіздер, трендтерді анықтайсыздар, аналитиканы жазбаны жасайсыздар, сосын рәсімдейсіздер. Енді мынау жаңағы ақпарат, яғни статистика, сандық, бақылау, мониторинг, краудсорсинг, мемлекеттік органдарға запрос, бұл бәрі лекцияда бар, яғни тізім бар. Сіздер қандай ақпаратты жинай аласыздар. Бірақ мына жерде мынандай ескеретін нәрсе бар. Мына жерде мынау стрелканы көріп тұрсыздар ғой, аналитиканың бір ерекшелігі, ақпаратты жинайсыздар, өңдейсіздер, сосын фактор тенденцияны анықтаған кезде қайтадан ақпаратқа қайтып келуге болады. Не себептен? Себебі сіздің ақпаратыңызда, сізде ақпаратта жеткілікті болмауы мүмкін. Недобор данных, недобор дейді информация. Сол кезде қайтадан бірінші кезеңге қайтып ораласыздар, сосын қайтадан бастайсыздар. Яғни мен қазір сіздерге бір мысал келтіремін. Бұл менің жұмысымдағы ең классикалық образец, қалай жасауға болмайды, сосын қалай жаңағыдай осыда қайтпас үшін, жаңағы бірінші кезеңде қайта келе бермес үшін не істеу керек. Біз 2017 жылы жаңағыдай бізде тапсырма келді президент әкімшілігінен, Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицидті зерттеу. Енді бізде бүкіл статистиканың бары бас прокуратурада. Біз бас прокуратураға сауал жібердік, ойладық, қазір біз бәрін түсіндіреміз. Гипотезамыз былай. НТ-нің кезінде суицид көбірек болады, сосын шамамен жаңағы көктем, күз, депрессия, аурулар деген сияқты. Солай гипотеза қойдық. Бүкіл таблицаның барлығын бас прокуратураға жібердік. Жаңағы таблицаның бәрін алдық. Енді отырмыз. Жаңағы таблицаны талдасақ, бізде гипотеза сақталмайды. Бізде жоқ НТ-нің кезінде өсім. Бізде көктем, күзде де жоқ. Ауыл, қала, аймақ, бүкіл бойынша мәліметтің бәрін жинап алдық. Енді отырмыз. Содан бірімізге сұрақ қоймыз, не жазамыз президент әкімшілігінде? Гипотеза жұмыс істемейді, данный жоқ, не істейтінін білмейміз. Сосын жарайды.
сосын мен айттым жарайды, онда ол кезде мен жаңағы бөлім басшысымын, онда айттым бұқаралық ақпарат құралында бүкіл суицид бойынша жазған бүкіл сарапшылардың тізімін жасайық, давайте. Содан бір 28 адам жинап алдық. Алматы, түкпір жаңағы семейный психолог, психотерапевт, невролог, невропатолог деген көптеген мамандар бар екен. Соның барлығын жинап келе, біз үлкен жабық талқылау өткіздік, 4 сағаттық. Сол 4 сағаттық талқылаудың негізінде біз 28 бет баяндама жаздық. Яғни ол жақтағы нәрсе, яғни бізде недобор информация болып кетті. Яғни біз бір ай уақытта енді бас прокуратураға запрос бересің, оны күтесің, ол келгенше деген сияқты уақыт өтіп кетті. Сонымен 3 аптамыз уақытымыз жаңағыдай негізінен үйтіп бір ақпарат көзіне сенуге болмайды. Бұл жаңа министрге жаңа өзінің қателігін қалай жасауға болмайды. Яғни егер сіздер статистикаға сеніп тұрсаңыздар, параллельно қосымша жасай беріңіздер. Мониторинг СМИді қарайсаңыздар, не деп жатыр екен ол жақ, сарапшылар не деп жатыр екен, қандай зерттеулер болды бұрын, соның барлықтарын қарап ақтара беріңіздер. Уақыт өткізбеңіздер, не себебі біз жаңа уақыт өткізіп алғаннан кейін ол жаңа 5 апта ма 6 аптаға созылып кетті бүкіл жұмысымыз. Сондықтан да ондай болмас үшін әрқашанда мен жаңа сол айттым сіздерге, бірнеше әдісті қолдану мәселесі осы жерде. Біз жаңа статистикаға сеніп, жаңа гипотезаны жасағанның нәтижесінде жаңағыдай жұмысты бірінші кезеңге қайтадан қайтардық. Енді анаған тоқталмаймын, яғни жаңа мынау тізімдері қарап аласыздар, мен жаңа кейбір нәрселерден тоқталамын. Яғни неге бірінші, үшінші қадам? Яғни бұл әдіс тәсілдер бірінші қадамда да, үшінші қадамда қайталанады. Яғни сіз үшінші қадамда ақпарат жиналмасаңыз, қайтадан бірінші кезеңге келген кезде осыны қайтадан жасайсыздар. Яғни мен сіздерге әдейі бердім. Статистика ғана сенбей, қандай әдістерді қолдануға болады, не істеуге болады. Бұл енді былайша айтқан кезде кішкене кең көлемді тізімі. Енді бұл жерде жаңа министрге айтқан жаңа принцип сандық сапалық әдіс және де уақыт факторы. Барлық ақпараттың барлығын іріктейсіздер, өздеріңіздің мақсаттарыңызға сай, қандай мақсатыңыз қойып тұрсыздар аналитикаға байланысты. Қазір мен сіздерге осы жерден бастап жаңағыдай бір жаңа ақпарат болады сіздер үшін. Лекцияда, былтырғы лекцияда болмаған жаңа топтық аналитикаға қатысты. Яғни қараңыздар, кез келген аналитикада ең негізгі екі құрылым бар. Кімге жазсаңыздар да, министрге жазасыз, президентке жазасыз, президент әкімшілігіне жазасыздар ма, мемлекеттік кеңесшіге жазсаңыз бәрібір. Ол кез келген записканың басты негізгі құрылымы, ол проблема неде және оның шешімі қандай болды. Басқа ешқандай ақпарат болмайды. Сосын егер сіздер неғұрлым жоғары лауазымға жазасыздар ақпаратты, соғұрлым описание ситуация, яғни жағдайға сипаттаманы білмей қойыңыздар. Ол кісілер онсыз біліп тұрмын. Сіздің мақсатыңыз проблема мынау, 1, 2, 3, оның шешімі мынау. Сосын бізде мынандай нәрсе бар. Егер ертең топтық аналитика жазатын болсаңыздар, ертең сіздер ұсыныс дайындайсыздар. Сондықтан да сіздер бірден ескертемін. Ұсыныстарыңыздың салдары болады. Бізде көп жағдайда былай, мәселеге талдау жасаймыз, мынандай проблема деп айтамыз, шешімін береміз, бірақ оның салдарын болжамаймыз. Кейде бізде шешім кетіп қалады. Сосын жүзеге асқан кезде не болады? Ол криво коса немесе басқаша жүзеге асуы мүмкін. Не себептен? Себебі кез келген шешім дайындаған кезде, ұсыныстаған кезде пост реализационный анализ деген бар. Яғни ертең бұл шешім жүзеге асса, оның себеп салдары қандай болады? Оның тәуекелдері қандай болады? Ол неге ертең әкелуі мүмкін деген сұрақты өздеріңізге самолетке жасап талдайсыздар. Яғни ертең сіздер топтық аналитика жасаған кезде осылай отырып талдау керексіздер. Қарашы, осы ұсынысты берейік деп төртеуіңіз шештіңіздер, немесе бесеуіңіз. Бірақ бұл ұсыныс ертең жүзеге асса, оның салдары қандай болады деген сұраққа жауап бересіздер. Экономикалық па, әлеуметтік па, шиеленістік па, бәрібір. Бұл маңызды мәселе емес. Бірақ кез келген берген ұсынысты сараптамалық талдау жасаған дұрыс. Яғни пост реализационный анализ. Мысалы, сіздер білесіздер, бір жылы 2016 жылы ғой деймін. Мен қателеспесем, анау повсеместная прописка деген шешім жасап едік қой. Жұрттың бәрін жаңағыдай міндеттеп, жұрттың бәрін 16 январында бір тоннан шығармайтындығы шешім қабылдап жүрдік. Сонда немесе жаңа автокресло, массово бір күнде жұрттың бәрін стресске салып, бүкіл автокресло шашып, ол қымбаттап, жұрттың бәрі шулап деген сияқты. Сонда МВД-ға айттым, маған беріңіздер статистиканы. ДТП-да балалар қайтыс болған, автокресло жоқтан қайтыс болған балалардың беріңіздер статистикасын. Бізде рост бар ма? Не үшін енгіздіңіздер? Бұның негізі не? Международный опыт. Международный опыттың бұрын дайындалу керек қой. Мына шешімді сынып бұрын предварительная работа деген бар. Яғни ертең сіз шешімді жасасаң, сен оның технический моментін жасау керек. Яғни бәленбай миллион автокресло енгізіңдер бірінші. Оны нетіңдер, сосын барып қана. Яғни біз кейде тура на ровном месте дейді ғой, яғни әлеуметтік бір наразылық тудырып аламыз өзімізден өзіміз. Не себептен? Себебі проработка деген бар. Яғни шешім жасайсыздар, шешім жасағаннан кейін ертең ол қалай жүзеге асады
жете ме ресурсымыз, ақшамыз жете ме, интернетіміз шыдай ма шыдамай ма. Анау жаңа прописка болған кезде бүкіл интернетіміз зависать етіп елдің бәрі бізде 2 адам қайтыс болды ғой сол кезде, жаңағы пропискаға отырамын деп шыны керек. Мен сіздерді жаңа генерацияның аналитиктерге естимін, себебі сіздер бізден бөлексіздер, менен бөлексіздер, бөлек боласыздар, және де бізден жақсы боласыздар. Не себептен? Себебі сіздер жаңағыда үш тілдісіздер, сосын сіздер жассыздар, сіздер қабылдау деңгейлеріңіз бөлек, сіздер новый генерация боласыз. Сондықтан да сіздердің аналитикаңыз бізден қандай айырмашылық болу керек? Сіздер себеп салдарды өте жақсы бере білесіздер. Риск, ертең жүзеге аспай қалады, мынандай тәуекел болуы мүмкін, мынандай қақтығысқа келуі мүмкін деген сияқты барлық болжам ол сіздердің деңгейлеріңіз. Енді келесі, яғни қараңыздар, мынау бұл, яғни қараңыздар, мынау мәселенің кезіндегі жаңағы мынау мәселені мен қазір мынаған фокус жасаймын. Мәселені қалай анықтау керек? Ұсынысты қалай дайындау керек? Бұл екінші бөлім. Қазір мен сіздерге тек қана фокус жасаймын, яғни мәселені қалай анықтау керек. Яғни қараңыздар, бізде мынандай нәрсе бар. Біз кейде, яғни проблемный ряд дейді ғой. Біз кейде қоғамдағы барлық проблеманы шешуге тырысамыз. Ол жұмыс істемейді. Не себептен? Себебі кез келген проблемалардың ряды, яғни қатары ең құрмағанда екіге бөлінеді. Основные проблемы, второстепенные проблемы. Негізгі проблема, қосымша проблема. Ең құрмағанда бұл элементарный жаңағыда не классификация. Яғни сіз проблеманы анықтаған кезде сіздер түсіну керексіздер. Бұл негізгі проблема ма, әлде қосымша проблема ма? Бұл шын мәнісіндегі фокусный проблема ма, әлде фоновый проблема ма? Яғни бұны қалай жасауға болады? Бұның әдіс тәсілдері. Мына әдіс тәсілдерді мен сіздерге неге беремін? Себебі бұл тек қана топтар жасалынады. Одиночно сарапшы ретінде бұны қолдану мүмкін емес. Бұл қазір осы жұмыстарыңызда өздеріңіз қолданып көріңіздер, эксперимент жасап көріңіздер. Бүкіл бесеудің барлығы сіздерге келмеуі мүмкін. Бесеудің біреуі ғана келуі мүмкін, немесе екеуі деген сияқты. Яғни ол ойлау дизайны, яғни бұл бүгіндегі жаңа подход, бұл бизнес саласынан келген нәрсе. Бұл дизайн мышление деген егер пән оқысаңыздар, немесе жаңа бағыт бар, қазір өте танымал. Сосын бритва Оккам әдісі, Ишикава диаграмма, алты сөз диаграммасы, байланыстар диаграммасы, ұқсастық. Мына соңғы екеуін мен сіздерге бірден айтайын. Мен өз тәжірибемді жиі қолданбаймын, өте сирек қолданамын. Мен үшін алғашқы төртеуі ең жиі қолданылатын, мен үшін тиімді әдіс тәсілдер. Енді әрбіріне жеке-жеке тоқтауға тырысам, яғни қараңыздар. Сіздер ертең өздеріңіз тақырып жазасыздар аналитика бойынша. Сонда бір проблемаларды анықтап аласыздар. 25 па, 30 ба, 5 ма, 6 ма, 10 ба, бәрібір. Оның несі жоқ. Тізім болады айтып проблеманы. Сол проблеманы құрылымдау, яғни структуризация қалай жүру керек? Біріншісі ол ойлау дизайны, яғни бұл бүгіндегі ең передовой подход, енді аналитикадағы ең жаңа әдіс тәсілдің бірі. Яғни қараңыздар, мынау кезеңдері ең біріншісі ол эмпатия. Эмпатия деген не? Біз қазіргі, енді білесіздер, әлеуметтік сала бұл эксперимент жүргізбейтін сала. Бұл жерде әлеуметтік эксперимент жүргізілмейді. Бірақ эмпатия деген бар. Эмпатия дегеніміз не? Яғни сіз өзіңіз сол жолды өтуге тырысасыздар. Мен сіздерге жаңағыдай ең яркий кейс дейді ғой, самый образцовый кейс эмпатияның. Жаңағыдай мысал ретінде келтіремін. Егер естеріңізде болса, бізде кезінде Қайырбек Сүлейменов деген министр болған, ішкі істер министрлігі болған ол кісі. Сол кісі сол эмпатияның образетін жасаған, үлгісін жасаған. Егер білесіздер, сол кісі министр болған кезде автоинспекцияны алып тастаған сол кісі. Ол автоинспекцияны, сосын жаңағы нелердің ортасындағы, облыстардың ортасындағы не бар, постгаи бар ғой. Соны алып тастауының шешімі бар, оның себебі бар. Ол кісі жеріне алып тастаған жоқ. Ол кісі эмпатияны былай жасайды. Яғни эмпатия деген не? Яғни сіз өзіңіз сол жолды өзіңіз өтуге тырысасыз. Мысалы, ол кісі Алматы қаласына ұшып барады да, Алматы қаласына Астанаға КамАЗбен келеді. Яғни ол кісі 2200 километрдің барлығын КамАЗбен жүреді. Бірақ ол кісі былай келіседі, КамАЗға барып жаңағыда келіседі, мен КамАЗды ауыстырып отырамын дейді. Яғни мен бір КамАЗдан секіріп, екінші КамАЗға отырамын, содан бір шамамен 15 КамАЗды ауыстырады ол кісі Астанаға жеткенше. Бірақ ол кісі мынандай не қояды, талап қояды, жаңағы жүргізушіге кез келген сұраған ақшаңды бере бер. Не сұрайды, бере бер. Неден? Ол кісіні ешкім танымайды. Бір қызығы, ол кісі 15 жаңағыдай Астанаға жеткенше ол кісіні ешкім танымайды. Екіншіден, жол барысында ол кісі бәрін көреді. Кім қанша сұрайды, кім қандай постта сұрайды, не сұрайды, қандай должность, амандасам амандаспай ма, бүкілін қарайды. Яғни ол кісіге 1200, ол кісі кабинетте отырып Астанада ондай ақпарат алмаушы еді. Бұл эмпатия деген не? Яғни сіз өзіңіз басшы ретінде соны өтуге тырысасыздар, көресіздер. Неге? Яғни эмпатия неғұрлым терең болады, соғұрлым сіздер проблеманы жақсы түсінесіздер. Бұны жақсылап түсініңіздер. Мысалы, неге біз аймаққа барамыз? Неге 20 аймақтың барлығына барып, ауыл аймақтарын бәрін аралаймыз? Өйткені Астана қаласында кабинетте отырып, аймақ туралы жазу ол нонсенс нәрсе.
аймаққа бару керек, жермен жүру керек, көру керек, не халықпен сөйлесу керек. Сол кезде сіздің аналитикаңыз өте толыққанды болады. Яғни эмпатия деген, мысалы бізде бірнеше жаңағыдай, енді әрбір зерттеу бізде эмпатичный болмайды, не себебі жаңағыдай тақырыпқа байланысты. Мысалы біздегі бір жылы болған эмпатиялық жаңа зерттеу, ол 7-20-25 болатын. Ең басында 7-20-25 бағдарламасы жүзеге асқан кезде, ұлттық банктың статистикасын алсақ, бәрі тамаша. Әкімдік 7-25 жұмыс істеп жатыр дейді. Банктен сұрасаң бәрі шулаған халық, түсінбейміз. Содан бізде 9 адамды жаңа үй жоқтар, бізде жаңа сотрудниктердің бәрін банкке жібердік. Күнде келеді. Енді бірақ олардікі анау до определенного момента сұрақ қойған кезде подозрение туындайды ғой, неше бір специфичный сұрақ қойған кезде уже подозрение туындайды. Что-то мына кісі үй алатын кісі емес, мені разведка жасап жүрген сияқты. Яғни бұл кәдімгі разведка, яғни ол 9 адам үй алып тұрған жоқ, олар просто жаңа банкке барып бүгін білгісі келіп тұр. Содан 9 банктен келген жаңа менің қызметкерім 9 түрлі ақпаратты келеді, неше түрлі айтады, жаңағыдай талқылаймыз ғой күнделікті. Содан біздің және жазған құжатымыз мүлдем басқаша жоқ. Не себебі және 9 қызметкер барып көріп соны тырысты алуға, сол 7-25 қатысуға тырысты. Солай ол эмпатия. Яғни сіз осындай әдіс тәсілдерді қолдана отырып эмпатия жасауға боласыздар. Эмпатия тереңірек болу керек. Сол кезде сіздер проблеманы жақсы түсіндіресіздер. Қазір сіздерге бір слайд көрсетемін, міне. Яғни қараңыздар, эмпатия бұл проблема, яғни қызылмен жанып тұр. Сосын яғни тестке дейін, яғни сіз тест деген сіздің шешіміңіз. Сол шешім жақсы болу үшін сіздің эмпатияңыз терең болу керек. Сіздің эмпатияңыз терең болмаса, шешіміңіз не істемейді, сәтті болмауы мүмкін. Яғни қараңыздар, мен мысалы аймаққа барған кезде біздің бір жақсы қасиетіміз әйтеуір аймақ шыққасын ескертпейміз. Біз аймақ өмір білмейді біздің келетінімізді. Біз өзіміз келеміз, мысалы самолеттен түсеміз, пойыздан түсеміз, содан өзіміз кетеміз. Мен мысалы баратын жерім базар, базарға барам, емханаға барам, соңға барам, мектепке барам, сосын ойын сауық өтетін жаңағыдай парк сияқты саябақ жерлерге барам. Себебі сол жерде жүремін, қараймын, бақылаймын, қалай болып жатыр деген сияқты нәрсе. Сонда сіздер көп деген жаңағыдай ақпаратты алуыңыз мүмкін. Мысалы, менің ең соңғы эмпатиям болған, былтыр болды, майда. Енді бұл эмпатия жаңағыдай внезапно болып кетті, бірақ содан аналитикаға ауысып кетті. Сондай болады. Мен былтыр мамыр айында жаңағыдай Тараз қаласына демалуға бардым, сапармен демалуға бардым. Содан пойызға билет жоқ, самолетке билет жоқ, пойыз қалдым. КТЖ-ның не екенін түсіндім ғой. Содан пойызға отырған Алла серігіна жаңағыдай жақсылап тұрып пойызға кірген соң бірден түсіндім. Ай, осы пойызда жақсылап тұрып ақпарат жинаймын. Енді сіздер білесіздер ме, пойыз деген ол керемет ақпарат, бүкіл вагонның өтіп шықсаң, саған бесплатный әлеуметтік сауалнама басынан бастап столовыйға не барсаң, асханаға барсаң, рас керемет. Бірінші пойыз қалып келді. 1 сағат. Менде сұрақ. Неге кешіктіңіздер? Жарайды, түсіндірді бірдеңе. Содан 4 сағат, 5 сағат Таразға кешігіп келдік. Одан кейін енді әрине мен кім екенін айтпаймын ғой. Мен бүкіл вагондарды аралап жүрмін. Туалетті қараймын, қағаз бар ма, су бар ма, бүкілін қарап жүрмін. Қайтарда келген кезде пойыз 6 сағат кешігіп келді. Содан әртүрлі жағдай, осы эмпатичный жағдай мені аналитикаға жаңағыдай осы КТЖ-ға қатысты ақпаратты аналитиканы жазуға итермеледі. Сондықтан да осындай жүрген жеріңізде бұл менің аналитикам деп жүре бермеңіздер, наблюдательный болыңыздар. Яғни қараңыздар, осыдан не шығады, мынау қандай тенденция сияқты. Яғни бұл эмпатичный нәрсе. Яғни бүгінде әрине енді кез келген кейсті қарап, яғни проблема ориентированный қарау керек. Яғни мысалы мен әкімдікке барсам да қарап тұрам. Мен қалай өтемін? Қай жерден өтемін? Кейде айтады жаңағыдай мысалы. Входтар бар ғой бізде әртүрлі. Левый сбоку деген сияқты нәрсе. Мен айтамын жоқ, мен центральный өтейінші. Мен кәдімгі халықпен өтейін. Ана жерден көрейін сосын. Өйткені неге? Себебі мен басқаша эмпатичный бола алмаймын. Маған отдельный вход, отдельный лифт, отдельный не болса, ешқандай эмпатия болмайды. Ал көру керек нені? Кәдімгі қарапайым халық жүреді, солай жүру керек. Сіздер білесіздер оны бізде қар жауған кезде тротуармен емес бүйтіп кесіп өтеді ғой, орта жолды. Вот сол жолмен жүру керек халықтың жиі жүретін жеріне. Сондықтан да неғұрлым эмпатияларыңыз терең болады, соғұрлым кез келген көп жағдайда эмпатияны қолдануға болады, көп жағдайда. Енді келесі, яғни қараңыздар, бұл жерде ойлау дизайны дегеніміз не? 80% эмпатияда зерттеуге байланысты, 20% ғана қорытынды. Сондықтан да неғұрлым терең зерттеу жасайсыздар, соғұрлым сіздерде бұл принцип Парето негізі. Білесіздер ғой, принцип Парето бар 80-20. Тура сол принцип. Яғни 80% жұмысың сіздің зерттеу,
20% ғана уақытыңыз сіздің қорытындыға жасайды. Сол кезде өте терең нәрсе шығады. Енді келесі, мынау эмпатия әдістері, яғни одан кейін мұқият қарап шығасыздар. Жалпы мен дизайн мышлениеге қатысты жасалынған біраз материал беріп жүремін. Яғни дебютант, не, қалай, неге деген әдісі, камера арқылы интервью, аналогия, стейкхолдермен картасы, бақылау деген сияқты әртүрлі. Макасин деген, ол жаңағы макасин деген сіз сол жағдайда өзіңізді көресіз, өте дәм өтілі деген сияқты нәрсе. Яғни мысалы мен бір кез айтайын, әкімдікті айтпай қойын, қай әкімдік екен. Бірақ мысалы жаңағыдай эмпатичность деген сіздерде ол қалыптасады. Сіздер бас кезінде мән бермейсіздер, екінші кезекте мән бермейсіздер, сосын біртіндеп эмпатия келеді. Яғни кез келген жерде сіздер көп нәрсеге назар аударып жүрсіздер. Мен бір жылы жаңағы әкімдікке бардым. Әкімдікте әкімнің орынбасарымен кездесу керек болды маған. Содан сағат 4-те кездесу, мен әкімдікке келіп тұрмын. Кірген бетте коридор, ары қарай екінші коридор. Сол жаңағы бірінші коридорда адамдар тұр екен. Енді адамдарға қарап мен берден түсіндім. Не әлеуметтік көмек сұрап келген адамдар, не әйтеуір бір жағдайға келген адамдар ғой, келмейді әйтпесе әкімдікке. Сосын сұрадым, мына кісілер неге тұр деп. Сонда айтады, бұл кісілер жаңағы 16 желтоқсан қарсаңында береді ғой пакет, жаңағыдай тамақтармен деген сияқты әлеуметтік қауымдастыққа. Сонда келіп тұр дейді. Сосын жарайды, үндемедім, өтіп кеттім. Көріп тұрмын, орындық бар ма, отыр ма, жоқ па, бәрін көріп алдым. Кірдім. Мен бір мәселе бойынша кірдім де, бір 15 минут кешікпей шықтым да, сағат 5-ке ұмытып қалғанда қайтып келдім мен. Әйде қайтып келдім әкімдікке. 20 минуттан кейін. Қайтадан қайтып келдім да, айттым жүріңіз әкімдік барайық. Кіріп десем, жаңа адамдар әлі тұр. Содан әкім орынбасарына бірақ бардым. Сосын айттым, сіздер түсінесіздер ме? Сіз барып өзіңіз тұрып көріңізші ана есіктің жанына. Тұрыңыз да, сосын сол жерде сол адамдармен бірге тұрып көріңіз. 50 минут аяқта. Неге? Себебі бізде кейде әкімдер жермен жүрмейді. Жазда ғана мен Қорғалжынға бардым. Қорғалжынның бір ауылында 5 километр жерде, ана жерде сай бар. Әлгі сайда жыл сайын өзі природный ғой, табиғи, ол жерде су ағады, мал келеді деген сияқты нәрсе ғой. Ананы бір бизнесмен дамбы құрып топсаған ғой, оны әкім білмейді. Естімеген, ана 5 километр жерде жүрген. Неге? Себебі эмпатия болу керек. Адам, мысалы сенің территорияң ба, сен оны вдоль и поперек қаралап шығу керексің. Білу керексің, не себептен. Сонда сіз түсесің, мына нәрсе мынандай нәрсе екен, мынандай сияқты. Яғни осындай эмпатиялар өте көп болады. Яғни ол мысалы менде мысалы аэропортқа барсам да, қай жерге барсам да, ол сіздер сондай нәрсені түртіп жүру керексіздер. Ол сіздердің жаңағыдай күнделікті өздеріңіздің жаңағы жұмыстарыңыз ғой, 24 сағат бойы бақылап. Енді жаңағыдай адамдар не айтып жатыр деген сияқты нәрсенің барлығын қарап байқап жүру керек. Келесі мәселенің фокусы, яғни қараңыздар, қазір мен сіздерге бритва оқыма деген бір әдісті түсіндіремін, сонда көресіздер. Біз фокус кейде жасай алмаймыз. Біз мынау негізгі проблема болса, біз мына жерде жүрміз. Мынаның төңірегінде бізге мынау проблема көрінеді. Шын мәнісінде проблема емес, проблема мына жерде. Яғни қараңыздар, мысалы мен қарапайым адам мысалы айтайын, 2016-та бізде бір облысқа қатысты, айта берейін, ол кезде оңтүстік қазақстан облысы, қазір Түркістан облысында үлкен зерттеу болып, біз бір жыл бойы сол жақтан шықпай қойдық, тұрдық, ұйықтадық, сол жақта қондық, в общем сол жақтан шықпадық. Не керек? Мақтааралдың шекарасынан, анау Кентаудың шекарасына дейін бүкіл ауылдарды аралап, жақсылап тұрып зерттеу жүргенбіз. Сонда бізде стереотип қой, оңтүстік қазақстан облысының проблемасы бізде ылғи сыбайлас жемқорлық емес. Ол мына жердегі проблема сыбайлас жемқорлық. Шын мәнісінде оңтүстік қазақстан облысының проблемасы мына жерде ол басқа. Мүлдем сыбайлас жемқорлыққа қатысы жоқ. Сыбайлас жемқорлық ол последствие, ол салдары. Біз өкінішке орай кейде салдармен күресеміз. А ол бесполезная мельница. Салдармен күресе бересің ғой. Күресе бересің, бітпейді. Не себептен? Себебі сен мына проблеманы шешіп тұрған жоқсың, ең негізгі. А бұл жерде срабатывает принцип домино. Егер де мына проблема шешілсе, бұл автомат түрде көптеген мәселелерді шеше бастайды, яғни система. Сол себептен мынау мәселеге фокусты білу керек, яғни қалай фокус жасау керек, яғни шын мәнісінде бұл проблема ма, проблема емес па деген сұрақ қою керек өзіне. Келесі идеялар генерациясы, мен бұған тоқталмаймын, себебі бұл ұсыныс кезінде. Яғни брейнсторминг, бинго, бодисторминг деген сияқты, яғни өз эмпатия жасау деген сияқты нәрсенің барлығы бұл генерациясы. Мысалы бізде бір зерттеу болды алдыңғы жылы. Мен 2 экспедиция жібердім. Біреуін әртүрлі аймаққа 2 экспедиция жібердім. Біреуі ауыл әкімдері болып отқан ауылдарға жібердім. Біреуін ауыл әкімдері 1 жыл өткеннен кейінгі ауылдарға жібердім. 2 экспедицияның мақсаты 2 түрлі. Содан жаңағыдай, енді олар әкімнің сайлауын ғана қарамайды, олар бүкін қарайды ғой. Жолды қарайды, қалай жетеді, қалай халық барады деген сияқты нәрсенің барлығын қарайды. Сонда бодисторминг деген жаңағы индравилмен қалай жүрді, машине қалай шақырады, бәрін өтеді. Яғни оны
біз ондайға мән бермеуіміз мүмкін, бірақ кейде ол өте жақсы бір бір элемент дейді ғой, сол элемент жетпей тұрған нәрсені өте жақсы береді. Сондықтан да мысалы мынау әдістерді, яғни ұсыныстарды дайындау кезінде пайдаланып, мен кейінірек тоқталамын. Мынау прототип, яғни шешім дайындау, мынау тестілеу. Яғни қараңыздар, біз кейде шешімді қабылдаймыз бүкіл Қазақстанға қатысты. Өкінішке орай Қазақстан 20 аймақтан тұрады. 20 аймақтың проблемасы мен 20 аймақтың бүгінгі күн тәртібі бөлек. Кейде бір шешімді Қазақстанға қабылдауға болмайды, себебі бізде аймақ деген бар. Бізде батыстың өңірі бір бөлек, шығыс бөлек, оңтүстік бөлек, солтүстік бөлек, орталық бөлек. Мәселе менталитетте емес, мәселе сол аймақтағы проблемалардың тізімінде. Біреу үшін су, біреу үшін газ, біреу үшін кешіріңіз таза ауа. Проблема әртүрлі. Сондықтан да кейде мысалы біз неге нацпроекті, яғни ұлттық жобаларды қазір наутыратып бастайды. Бұл үлкен жұмыс. Біз 10 ұлттық жобаны 1-2 жылдан кейін наутыратып бастайды. Ол не деген сөз? Яғни стратегиялық бізде құжат дұрыс дайындалмаған. Ол надан өтпеген тестілеуден. Сосын үлкен жолымыз мысалы менде ұлттық экономика министрлігімен үлкен пікірталас болды, жаңағыдай бір жиналыс болды. Сонда мынандай нәрсе бар. Қараңыздар, жаңағыдай мәліметке қалай мұқият болу керек. Мен ұлттық жобаны ашам, сумен қамтамасыз ету, ауыз сумен қамтамасыз ету. Көрсеткіш тұр. 25 жылға дейін 96, 95, 96 ма сондай. Сосын ұлттық экономика министрінің есебін алам. Ол жерде тұр 92, 93. Мен шынай біліп тұрмын ғой. Қазақстанда 92-93 деген пайыз жоқ. 25 жетпейміз біз оған. Яғни біз кейде асыра сілтеп, мынандай шешім шығарған кезде, тестілеген кезде асыра сілтеп не қоямыз? Планка қоямыз. 95%. Сосын бәрін соған подгонять етеміз. Ойбай 95-ке жеттім, 100-ге жеттім. Дұрыс емес нәрсе. Бұл традицияның, дәстүрден, жалпы аналитиканың есінен кету керек. Одан да 55% болсын, ол шынайы болсын. Ең құрғанда 55% мен білмей түсінем істеуім керек екен. 70%-ға жетейін, жетіп жатыр маған сол. Ары қарай бірдеңе өсірем. Яғни қазақта жақсы сөз бар. Ауруын жасырған өледі дейді. Сондықтан да мәліметпен ешқашан ойнамаңыздар, мәліметпен ешқашан алдамаңыздар. Мәліметке өте мұқият болу керек. Сосын мен мемлекет тұрған өз-өзіміз алдағаннан бірдеңе шама түсіндіріңіздерші маған. Айтай қал, сумен қамтамасыз еткен 55% бір өлтір жүре ме бізді? Мен түсінем қайда біз рейтинг қуамыз, индекске кіруіміз керек, индекстегі орнымызды үлкейтуіміз керек деген сияқты нәрсе. Бірақ мәселе ода емес қой, мәселе мына жақта. Ол күте тұрады, оны жақсартамыз бірдеңе. Бірақ өзіміз жаңағыдай алдап мәліметті бір асыра сілтегеннен жаңағыдай соншалықты дұрыс емес нәрсе. Келесі, бритва оқымы деген әдісі бар. Бұл методологиялық әдіс. Ертең сіздер аналитикалық, топтық аналитика жазған кезде осыны пайдалансаңыздар болады. Қазір мен сіздерге суретін көрсетем, мынау. Яғни қараңыздар, бұл бритва оқымыда мынандай нәрсе бар. Мынау сол жақта тұрған бұл проблемный ряд. Яғни сіз кез келген тақырыпты зерттеген кезде проблемный ряд жасайсыздар. Менікіндей ол 25-30 болмауы мүмкін, ол 5-ақ болуы мүмкін, 3-4 білмеймін, маңызды емес. Бұл проблемный ряд. Яғни сіз бір мәселе бойынша өзіңіз бір проблемалардың бәрін тізім жасадыңыз. Енді қараңыздар. Бұл проблеманың барлығы екінші кезеңде, яғни мына слайдта көрсетіп тұр. Бірінші қадам, яғни топ сіздер барлық мәселелердің тізімін жасайсыздар. Бұл жерде ешқандай аналитика жоқ. Важный, не важный, бірінші, екінші кезекте қосымша, негізгі кезең жоқ. Тізім жасау керек. Келесі, екінші қадамда мәселелерді топтастыру керек. Немесе негізгі тақырып бойынша әдетте 5-6, 5-8 тақырыпқа біріктіру керек. Міне. Яғни мына жерде 4 топқа біріктірілген. Материальный, организационный, управленческий, кадровый. Енді үшінші кезеңге топтастырылған мәселелер арасында ең маңызды топ бар. Сол топ проблема ең маңызды болды. Яғни қараңыздар, мына слайдта кадровый деген бұл ең басты проблема. Осы перечень бойынша бұл ең негізгі проблема. Материалдық, организационный, яғни управленческий емес, кадровый. Яғни қараңыздар, сіздер аналитикаңызда мына бүкіл тақырыптың бәрін, бүкіл проблеманың бәрін описание жасап шешім бере бергенше мынаған фокус жасайсыздар. Түсінесіздер ме? Яғни бритва оқымы деген, егер білмеймін естеріңізде болса, философияны жақсы оқысаңыздар естеріңізде шығар. Бізде қайта өрлеу дәуірінің философы бар, бұл Уильям Оккам деген философ. Ол кісінің әдістемелік бір құралы. Яғни ол кісі айтады, біздің басты проблемамыз мынау проблеманың барлығын шешуге тырысамыз. Бәрін. 100 проблема бар, 100 проблеманың бәріне біз бірде бір шешім табуға тырысамыз. Олай болмайды. Яғни қараңыздар, проблемный ряд, мысалы,
мына 10 проблеманың бәрі маңызды емес. Ол жерде біреу, екеу маңызды болуы мүмкін, ключевой. Осы екеуін тапсақ, қалағаны причина следственный, яғни себеп салдарлық не бойынша шешіледі. Яғни ең басты нәрсе бритва оқымайды. Неге бритва оқымайды? Себебі ол кеседі. Яғни ең негізгі емес мәселелердің барлығын кесіп, сіздерге ең негізгі проблемаға фокусировка жасауға көмектеседі. Яғни қараңыздар, ертең топтық аналитика жасасаңыздар, егер тақырыптарыңызға байланысты келіп жатса, осы әдісті жасап қойған қойыңыздар. Мен өте жиі қолданамын. Себебі маған әдістемелік жағынан жеңіл, ол құрастыруға да жеңіл. Бірінші топпен отырамыз өзіміздің қызметкерлермен. Сосын осындай жаңағыдай креатив жасап, дизайн жасаймыз. Сол кезде бізде жаңағыдай түсінік пайда болады. Мына проблема негізгі емес екен ғой, мына проблема маңызды деген сияқты. Келесі, мынау ең атақты әдіс. Бұны мүмкін білетін шығарсыздар, мүмкін пайдаланасыздар. Бұл диаграмма Ишикавы. Яғни Ишикава деген, сіз білесіздер, кезіндегі Toyota корпорациясының болған менеджері. Ол кісі осы әдісті ойлап тапқан. Яғни қараңыздар, бұл әдіс нені береді? Бұл әдіс мәселенің себептерін анықтауға мүмкіндік береді. Жаңағы бритва оқыма ұқсас, бірақ мынау полноценный. Яғни қараңыздар, проблема бас жағында. Яғни неге рыбий кость дейді бұны, немесе жаңағыдай неге Ишикава дейді. Себебі мына жерде не бар? Проблема бар. Яғни қараңыздар, мынау себептері, яғни проблеманың негізгі себептері. Қоғам қоршаған ортада, бақылауда, материалда, адамдарда, жұмыста, құрал-жабдықта. Яғни сіз проблемаларды жаңағыдай мына жердегідей топтастырасыздар. Бірақ неге диаграмма Ишикава бұған қарағанда күрделі? Методологически бұл сложнее жасау. Анағұрлым, сосын бұл ұзақ уақытта бітеді. Неге? Себебі қараңыздар, мынау балықтың ең негізгі жаңағыдай несі, позвоночник, яғни сол позвоночникке жақын тұрған себеп, бұл негізгі себеп. Неғұрлым төменірек түсесіздер, соғұрлым сіздердің себептеріңіз по значимости, яғни маңыздылығы бойынша істейді, азаяды. Яғни бұл башқан кезде структуризация, яғни ақпаратты, жаңа проблеманы себептерін анықтауға істейді. Яғни қараңыздар, неғұрлым мынау проблеманың бас жағында орналасады, проблема, соғұрлым ол маңызды деген сөз. Яғни ол шешілу керек деген сөз. Бұл әдіспен сараптамалық сауалнама өткізіледі көп жағдайда. Яғни сарапшыларға бланк жіберіледі, бүкіл проблемный ряд жіберіледі. Сосын жаңағыдай, мысалы, сіз анықтаңыз, ранжируйте, осы проблемалардың қайсысы маңызды деген сияқты. Сондай бланк арқылы да өткізуге болады. Бұның методологиясы жаңағыдай әртүрлі. Келесі, яғни міне қараңыздар, балықтың басы ол оң жақтағы негізгі мәселе. Одан кейін жаңа жотадан кететін ол негізгі проблемалар, кішкентай жоташалар, яғни ол одан туындайтын екінші себептер. Яғни міне төмен жағында. Көрдіңіздер ме? Мынау основной, ол жанындағы нәрсе. Яғни бұл методологически күрделі, ұзақ уақыт талап етеді. Сосын топтық жұмыс өте жақсы болу керек. Яғни бұл жерде өте көптеген материал болу керек. Кішкене бритва оқыма жеңілірек. Мынау күрделік себебі бритва оқыма себептерін түсіндірмейді, ол тек қана фокусировка береді проблеманың. Ал диаграмма Ишикава ол бүгіндегі себепті анықтау. Яғни бұл проблеманың себебі неде деген сұраққа жауап беру көмектеседі. Келесі, 6 сөз деген бар. Бұл методологически жеңіл, бірақ кез келген тақырыпқа келе бермейді. Бұл мен специфичный. Яғни қараңыздар, бұл не сөз? Мәселенің себептерін зерттеу үшін сұрақ қойылады. 6 сұрақ. 5W1H деген. Бұл ағылшынның методикасы негізінен. Бұл яғни неліктен, не, қашан, қайда, кім, қалай деген сұрақ қою арқылы. Яғни сіз осындай сұрақ қойсыздар. Яғни мен сіздерге мысалы, мынадай болуы мүмкін. Мәселе қай кезде пайда болды, қай кезде пайда болмайды. Мәселенің бар екенін қалай анықтауға болады, оның жоқтығын қалай анықтауға болады. Мәселе қайда пайда болды, қайда пайда болмайды деген сияқты. Яғни бұл осы сұрақтарды қоя отыру арқылы, яғни жаңағыдай неге, неде, кім деген сияқты сұрақ қойған кезде сізде бір жаңағы самолевский арқылы бір проблеманың шешімін немесе бұл проблеманың себебін түсіну болады. Бірақ мен айтамын, бұл специфичный әдіс тәсіл, бұл кез келген тақырыпқа келе бермейді. Егер аларыңызда бір топ осы әдісті қолданып жатса, мүмкін пайдасы тиетін шығар. Келесі, енді қараңыздар. Келесі ол ұсыныстарды дайындау әдісі. Яғни ұсыныстарды дайындаған кез, проблеманы анықтау әдіс тәсілдері ұсыныстарды дайындау әдіс тәсілдерінен бөлек. Көп жағдайда келе бермейді. Яғни бритва оқыманы ұсыныс дайындауға сіздер қолдана алмайсыздар, методологически ол келмейді. Бірақ кейбір жаңа әдістер болуы мүмкін, мысалы жаңағыдай. Келесі, ұсыныстарды дайындаған кезде қалай жасауға болады? Ең қарапайым жаңағыдай брейнсторминг, яғни мозговой штурм, одан кейін Дельфи әдісі, идеялар конференциясы, ұжымдық блокнот деген бар, свод талдау деген бар, 635, 6 қақпақ деген қазір мен сіздерге түсіндіремін. Қалпақ деген сөздің краудсорсинг. Яғни қараңыздар, мынау ұжымдық блокнот деген әдіс негізінен жақсы әдіс. Бұл долгосрочный.
бұл ұзақ мерзім жұмыс істейтін әдіс. Бұны бір күнде жасай алмайсыздар. Неге? Мысалы, коллективный блокнот деген не? Мысалы, бізде бір блокнот бар. Елдің бәрі біледі ол блокнот. Біздің мысалы зерттеу орталығында, мынадай нәрсе бар. Неге ұялы телефондарыңыз, енді қазір сіздерде жеңілдеу ғой, мысалы біздің кезімізде әрқашанда қалтамызда блокнот немесе бір қағаз бір жүру керек есептесе, жаңағы түртіп аласың. Сіздерге келген бір мысалы мәселені ойлап жүрсіздер ғой күнделікті. Мынаны қалай жасаймын, мынаны қалай жазамын деп күнделікті жүрсіз. Сіздерде бір күні соған қатысты идея келеді. Идея келеді, именно не в попад. Келмейтін жерде келеді. Таңертең оянғанда, жуынып жатқанда, одан қала жаңағыдай әйтеуір келмейтін жерде келеді жаңағы идеяңыз немесе бір озарение дейді ғой. Сол озарение всегда әйтеуір басқа жерде болады. Сол себептен сіздердің қазір ең жақын нәрселеріңіз, жақындарыңыз күністің сол қасымызда жүретін айырылмайтын сотовый телефонымыз бар ғой. Соған уақыт болмаса қолмен жазуға үйреніп жатсаңыздар, диктофонға айтсаңыздар, ойыңызға қандай идея келді. Маған мынандай идея келіп тұрды жазсаңыз, қарамаңыздар ешқандай. Неге? Себебі ол идея сізге қайтып келмейді. Мысалы ертең қазір сіздер егер топтық уже аналитикаңыздың тақырыбы белгілі болса, сіздер 5-6 адам уже ол тақырыпқа тереңірек үңілу керексіздер. Оқып жатсыздар, қарап жатсыздар. Сол кезде оқыған кезде сіздердің әрбіріңізге әртүрлі идеялар келеді. Сол идеяның барлығын тізе беріңіздер. Ұнайды, ұнамайды, әйтеуір ойыңызға келді ма, тіркей беріңіздер. Не себептен? Себебі ол идея қайтып келмейді. Ал диктофонға жазбасаңыздар, ертең ол пайдасы тиеді. Сондықтан да мына ұжымдық блокнот деген, мен кейде айтамын, бірдеңе есіңізге түсіп кетті ме, жүгіріп жаза қойыңызшы анаған. Білмеймін, мысалы мынадай зерттеу жүргізейік дейді. Мысалы бір идея келеді, әрине, мысалы мынандай байқадым, мынандай заңдылық бар екен, мынандай байланыс бар екен деген сияқты ой келсе, ол жаңағыдай осы ұжымдық блокнотқа жазады. Енді қараңыздар. Мынау әдіс, яғни қараңыздар, мынау әдіс жақсы әдіс. Мен бұл әдісті жақсы көремін. Неге? Бұл психологиядан келген әдіс. Бұл аналитиканың әдісі емес, бұл адаптированный әдіс. Яғни бұл 6 этап мышления деген бар. Яғни ол не деген сөз? Яғни қараңыздар, яғни сіздер шешімді, ұсынысты дайындайсыздар. Яғни сіздерде рекомендация дайын. Сол рекомендация бойынша сіз 6-ауыңыз жұмыс істейсіздер. Это групповая работа. Мына методты жалғыз өзіңіз жасамайсыздар. Яғни қараңыздар, бір адам, мысалы менде білемін, мысалы менде 15 адамның ішінде бір сарапшылар бар, үтір нүктесіне шейін бүкіл критиканы бәрін алып шығады. Олар неге жоқ ондай? Олар болады ғой бір ызыңдап, бүкіл түбір тамырын түспейтін адамдар бар, проблеманы уақытта көреді. Сондайларға мен өзім беремін, қызыл түсті көрсең, қара түсті алшы деген сияқты. Не себепті? Себебі әркімнің әртүрлі ерекшелігі бар. Ертең мысалы топпен жұмыс істейсіздер, сонда көріңіздер, кім қандай жағынан күшті. Біріншісі ол бұл ұсыныс бойынша бізде қандай ақпарат бар, қандай ақпарат қажет, бұл ертең ұсынысқа болжау жасау. Сосын жетіспейтін ақпаратты қайдан аламын, қалай аламын деген сұрақ қойасыздар. Бұл топ осы адам осыған жауап берді. Келесі, осы шешім шығады, ертең халыққа жарияланады. Сол кездегі екінші адам мына сұраққа жауап берді. Халық бұл шешім шыққанда не сезуі мүмкін? Халықта қандай сезім пайда болады бұл шешім шықса? Келесі, менің мысалы оның ішкі дауысы не айтып тұр? Бұл эмоция ма? Халықтың мысалы эмоциясы, көзқарасы бұл шешімге қалай болады деген сұрақ қойды. Яғни мынау қызыл көбінесе прогностикалық, бірақ жаңағыда креативі жақсы болу керек. Енді мынау қара, яғни бұл адам сіз қабылдаған шешімнің, рекомендацияның қандай проблемасы болуы мүмкін? Яғни ертең бұл шешім жүзеге аспаса, қандай проблема туындауы мүмкін деген сұраққа жауап берді. Келесі, қандай қиындықтар болуы мүмкін? Сосын не нәрсеге назар аудару керек, қандай қауіп бар деген сұраққа жауап берді. Оның функциясы тек қана осыны жауап беру. Яғни мынау 6 адамның 6 функциясы сіздердің топтарыңызда. Келесі, сары, бұл шешімнің пайдасы неде? Бұл шешімнің оң жақтары неде? Мәні қандай? Бұл ұсыныс шешім тартымды ма? Бұл жүзеге асырыла ма деген сияқты сұраққа жауап береді жаңағыдай 4-ші адам. Жасыл, ол жаңағыдай қараңыздар, ол балама. Яғни сіздер ұсыныс айттыңыздар, енді осы ұсыныстан бөлек қандай альтернатива бар деген сұраққа жауап берді. Яғни жоқ, бұл шешім жүзеге аспайды. Альтернатива мен мынадай шешім айтамын дейді. Яғни жаңағы қара қалпақ ғой, яғни сол адамның функциясын не істейді, жеңуге тырысады. Келесі, көк, ол жаңағыдай неден, мақсаттарды анықтаудан, қалай қорытындылау керек, әрі қарай не істеу керек деген, яғни обобщающий, яғни функция жасайды. Яғни мына жерде кішкене көбірек көрінеді. Яғни мынау обобщение вывод деген көп жағдайда, яғни бүкіл айтылған нәрседен әрбір шешімнің осындай сипаттамасын бәрін бергеннен кейін сіз айтасыз, бұл ұсыныс біздің жүзеге аспайды. Ертең бұл ұсыныс бізге жұмыс істемейді. Яғни жаңа мен сіздерге лекцияның басында айтқан, кез келген шешімнің себеп салдары болады. Кез келген шешімнің
қауіптері болады, тәуекелдер болады, оны түсіну керек. Бізге жақсы көрінген шешім ол басқаша жүзеге асуы мүмкін. Сондықтан да осындай детали, яғни жан-жақты анализ жасағаннан кейін біз әрине 100% жақсы шешім болмайды. Оны түсініңіздер. Еш уақытта 100% халық қабылдайтын шешім болмайды. Я бір топ қабылдамауы мүмкін, бір топ назар қылуы мүмкін, бірақ дегенмен осындай талдау жүрген жақсы. Келесі, мынау 635 деген әдіс. Бұл кризистік жағдайда, яғни сіздерде ешқандай фантазия жоқ, ұсыныс жоқ, не айтарларыңыз білмейсіздер. Проблема не екенін түсініп тұрсыздар, бірақ ұсыныс жоқ, идея жоқ, ештеңе жоқ. Не істейтініңіздер? Бұл жаңағыдай кризисіне, яғни идея жоқ кезде өте жақсы қолданылатын әдіс. Сан өзгермелі деп мен әдейі жаздым. Ол болуы мүмкін 534, ол болуы мүмкін 432, 400, 200 деген сияқты. Яғни бұл сан условный. Яғни қараңыздар, бұның басты мәселесі неден? Ертең егер сіздер ұсынысында дайынданбай қиналып жүрсеңіздер, бесеуіңіз мысалы, топта алтаусыздар, алтауыңыз жеке, бір-біріңізге әсер етпейтіндей, бір-біріңізбен араласпайтындай бөлек отырып, мынандай ақпарат қағаз аласыздар да, сіздің пікіріңізше осы проблеманы шешетін ұсыныстарды жазасыз. Өзіңіз жалғыз, ешкім араласпайды. Өзіңіз жазып шықтыңыз, мына 635 әдістің несі, 3 идея жазасыз. Яғни бүгіндегі осы проблеманы шешетін 3 менің идеям жазасыздар. Сізге тобыңыздағы 5 адам сізге сын пікір айтады. Яғни ол не деген сөз? Сіз мына жерге 3 өзіңіздің алып ашқан кезде шешіміңізді жазыңыз. Бұл жерде фокус неде? Бір-бірінің жауабын көруге болмайды. Мысалы, мен өзім 3 ұсыныс бердім. Осы парақты так, Алтынайға бердім. Алтынай осы үшеуін оқиды да критика жазады. Мынау жүзеге аспайды, мынау нереально, мынау можно. Енді өзінің критикасын жазады. Осы 3 шешімге ол өзінің пікірін береді. Одан кейін Алтынайдың мақсаты мына парақты өзінің жауабын жауап береді. Тек қана менің жауабымды қалдырады. Сосын тобыңыздағы 3-ші адамға кетеді мынау парақ. Ол мынаны оқиды да өзінің критикасын жазады. Ол өзінің жауабын жауап береді, 4-ші адамға береді. Яғни алдындағы адам өзінің алдындағы критиканы оқымау керек. Ол тек қана көреді мына шешімді, бітті, соған ғана өзінің критикасын жазады. Бұл әдіс жақсы жұмыс істейді. Әсіресе ана бүкіл адам жазып біткеннен парақты ашық қалғаннан кейін, енді ойлаңыздаршы, әрбіріңіз 3 идея бересіздер, уже 18. 18-дің ішінен әйтеуір бірдеңе іріктеп алуға болады. Сосын 18-дің ішінде мынандай болады. Кейде бір 5-4 адамның идеясы қайталанып кетуі мүмкін, енді бір ұқсас 2 идея келуі мүмкін. Яғни ол бекерден бекер емес. Яғни ол проблеманың шешімі осы екеуі болуы мүмкін деген сияқты. Яғни количественно есептейсіздер ғой қанша. Сосын мынандай бланк жасайсыздар. Мысалы 18 идеяның бәрін тізіп шығасыздар. Сосын қасына жазасыздар. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, жұмыс істейді сияқты. Бұл әдіс жаңағыдай идея жоқ, бір шешім білмеймін деген сияқты бір кезде өте жақсы көмектеседі. Мысалы, мен өзім жақсы көремін бұл әдісті, себебі бізге өте жиі көмектеседі. Жаңағы 635 әдіс деген сияқты. Кейде мысалы жаңағыдай сенің керемет болып тұрған бір шешімің ой жүзеге асады деген шын мәнісінде критиканы оқып қалсаң нереально болып кетеді, сонымен жарайды деп қоя саласың деген сияқты. Сосын бізде мынандай нәрсе бар. Эмпатия деген мынандай нәрсе бар. Мысалы мен мынандай нәрсе бар. Ертең егер аналитикалық бөлімнің басшысы болсаңыздар, жалпы ертең басшы болсаңыздар, ешқашанда өздеріңіздің қарамаңыздағы адамдармен жазудан бас тартпаңыздар. Бұл мен сіздерге беретін өз тәжірибемнен кеңесім. Бізде мынандай кейде маман мен басшының ортасында бізде диссонанс болып кетеді. Өйткені енді кейде біз иерархичный обществомыз ғой, біз қоғамымыз ғой. Ондай болмау керек. Аналитиктер оның ішіне. Әрқашанда ең төменгі қызметкер келген адам болса, бірге жаза беріңіздер. Себебі сіз оны үйретесіз. Сіз одан үйренуіңіз мүмкін. Мысалы, мен шындығын айтайын. Менде кейбір сарапшылар бар. Мен кейде солармен бірге жұмыс істеген кезде, групповой жұмыс болады бізде. Мен қарап тұрып, кейде мышлениесіне қарап тұрып ойланам. Осы мақтау деп, мысалы, өзіме түртіп алам. Мынау мысалы жақсы әдіс деген сияқты. Сондықтан да бұл әрқашанда бірге жазыңыздар. Ертең мысалы руководитель бір центрдің орталығы болсаңыздар да, әрқашанда қызметкерлеріңізбен бірге жазыңыздар жұмыста. Келесі, бұл Дельфи әдісі, бұл ең күрделі ұсыныстарды дайындау әдісі. Бұл білесіздер ма? Америка Құрама Штатының ең сүйікті әдісі. Осы әдісті ойлап тапқан Америка Құрама Штаты. Бұл қолданылу жағынан негізінен неге біз бұны қолданбаймыз жиі? Себебі бірінші ақша керек, үлкен ақша керек. Екіншіден уақыт керек. Сіздер кездеріңізде білесіз ғой, буря пустыни деген операция болды ғой. Сол буря пустыни деген операция осымен дайындалған, осы әдіспен дайындалған, военныйлар дайындалған. Яғни бұл негізі әскери саладан келген. Яғни қараңыздар, шешім қабылдау үшін сарапшылар ортасында жасырын пікір алмасу арқылы ұйымдастырылады.
яғни сарапшылардың саны 20-ға дейін, неғұрлым көп болса соғұрлым көп уақыт талап етеді. Бұны ескеріңіздер. 20-ға дейін мысалы 5 адам тапсаңыздар 5 адам болады. Яғни қараңыздар, Дельфи әдісінің ерекшелігі неде? Мысалы, мен модератормын. Мен сіздердің барлықтарыңызды гонорарға, келісімшартқа сарапшы ретінде алдым. Барлық 50-іңізді. 50-іңізге мен мысалы айтамын. Міне біздің бүгін мемлекеттің, мысалы айтайын, аймақтарды дамыту немесе Қазақстандағы су мәселесі немесе АЭС саламыз ба салмаймыз ба деген сияқты мәселе бойынша біздің шешіміміз мынандай деген сіздерге проектін беремін. 50-іңіз сол проектке критика жазасыздар. Мынау жүзеге асады, мына жеріңізді түзетіңіз, мынаны алып тастаңыз, мынау керек емес деген сияқты нәрсе бар. Ойлаңыздаршы, мен модератор, яғни Дельфи әдісіндегі ең қиын жұмыс ол модератордың жұмысы жаңағы. Сіздер бір-бірлеріңізді білмейсіздер бұл зерттеу екенсіз. Бүкіл бұл жасырын. Яғни мен ешкімге ешкімнің атын атамауым керек. Неге? Себебі сарапшылардың ортасында мынандай нәрсе бар. Бір-бірін кішкене ұнатпаса, онда бір-бірінің несін қабылдамайды, анау жаңағы идеясын да. Оның идеясы керемет болуы мүмкін передовой. Бірақ енді ұнатпайды, сосын өзінің субъективный бір несі кетіп қалады. Сол субъективтілікті азайтудың амалы ол осы әдіс. Яғни мен ешкімге жарияламаймын, осы әдісте, осындай әдістер сарапшылар бар деп. Содан не істеймін? 50-іңіздің идеяңызды жинаймын да бір документ жасаймын, ойлаңыздаршы. 50-іңіздің идеяңызды қайтадан жіберемін. Сіздерден тағы да критика келеді. Яғни менің мақсатым ол документті жіберген сайын мен сіздерден синхронизированный ортақ бір документ алуым керек. Более-менее менен схожий. Ол болмайынша мен ол процесті жалғастыра беремін. Раунд өтеді. 1 раунд, 2 раунд, 3 раунд, 4 раунд. Сосын ойлаңыздаршы, шамамен Дельфи әдісін өткізуге 1-1,5 жыл уақыт керек. Ойлаңыздаршы, бір шешім дайындау үшін, бір жоспарды дайындау үшін, бір стратегияны дайындау үшін 1,5 жыл, 1 жыл уақыт керек. Мен сіздердің барлықтарыңызға 12 ай гонорар төлеуім керек. Ол ақша. Екіншіден ұзақ. Біз андай не бар? Игра в долгую дейді ғой. Біз көп жағдайда жоқ бізде ондай долгую игру. Бізде бәрі тез, быстро айтыр болу керек. Олай жұмыс істемейді, одан подходтан кету керек. Долгую. Яғни осы зерттеу 3 жыл жалғасады, 4 жыл жалғасады, 5 жылға дейін кетеді деген сияқты нәрсенің барлығы болу керек. Бізде бар долгосрочный, бірақ енді айта алмаймын 1 жыл істен. Бізде бір жарты жылдық зерттеулер болады кейде жақсы. Мен үшін ол өте толыққанды, себебі жарты жыл өте көп нәрсе береді. Яғни бұл неғұрлым ұзақ, жаңа терең нәрсе. Сосын мысалы бізде неге мысалы докторантура 3 жыл, магистратура 2 жыл, неге 1 ай емес 2 ай емес дейді, ол оқу бағдарламасынан. Бізде мынандай жаңағыдай аналитика саласында кішкене ұқсас бір нәрсе бар. Ұқсас болған дейді, әсер ететін фактор. Бүгіндегі мысалы магистратура мен докторантураның деңгейі шынымды айтайын, менің кәсіби жағымнан мені қанағаттандырмайды. Не себептен? Себебі бізде әлі күнге дейін университетте 1 ай қалғанда, 2 ай қалғанда магистрский диссертация, жарты қалғанда докторский диссертация жазу деген тенденция қалып қойған. Ол мүлдем дұрыс емес нәрсе, мүлдем. Адам магистрлық диссертациямен докторский диссертацияны бірінші күннен бастап жазады. Мүмкін түстің ба? Сен бүгіннен бастап жазу керексің. Иә, біздің бір кемшілігіміз, біз уақыт бермейміз. Мысалы Америка құрама штатында 2 жылдан кейін 3-ші курсқа келген кезде сен тақырыбыңды жазасың, қандай тақырып зерттейін деп. Біздерде бірде қинайды. Бер, әйтеуір бір тақырып алады, сосын жүгіріп жүреді. Яғни глубокое, яғни терең жағдай, ол проблемаға дем беру деген бізде жоқ. Дельфи әдісінің бір қиындығы ол уақыт, ақша. Егер де араларыңызда өзіне осындай грант ұтып алып, немесе осындай жобаны жүзеге асырсаңыздар, молодец боласыздар. Мықты боласыздар. Себебі мына әдістің берері өте көп. Келесі, мынау жаңа кезеңдері, қарап шығасыздар, сауалнама парағы, одан кейін өңделген сауалнама парағы, сосын жиынтық пікір. Осы кезең, 3 кезең айналып келе береді. Мысалы, мен Америка құрама штатында жаңағыдай, бізде білесіздер ғой, Америка құрама штатындағы ең үлкен ірі аналитикалық орталық, мысалы, Think Tank дейді. Ол Rand Corporation және Brookings. Осы 2 институттың сайтына кіріп қараңыздар. Не жазады олар, қалай жазады, қандай тақырып жазады, қалай беретін есептен, себебі стандарт. Сосын мынандай нәрсе бар. Аналитикаға қатысты емес, жалпы ғылымда золотые стандарты деген бар. Золотые стандарты деген, яғни олар бірнеше жыл бойы зерттеліп келген анкеталар. Яғни олар жұмыс істейді 100%, любой елде, кез келген елде, кез келген жағдайда. Мысалы, Pew Research деген Америка құрама штатында зерттеу орталығы бар. Олар сауалнама жүргізеді. Олардың өздерінің анкеталары бар. Олардың кейбір анкеталары, мысалы, жаңағыдай әлеуметтік стратификация бойынша, это золотой стандарт. Кембридждікі, мысалы, әлеуметтік стратификация бойынша анкетасы бар, ол да золотой стандарт.
Мысалы Гэллоптың мысалы сайлау бойынша жүргізетін анкетасы ол золотой стандарт. Яғни сіздер зерттеуші ретінде кейбір золотой стандарттың бар екенін білу керексіздер, бірақ ол золотой стандартты адаптация болады. Сондықтан да ол золотой стандарт біліп жүріңіздер, көріп жүріңіздер, сосын өздеріңіз пайдаланасыздар, өздеріңіз жұмыстарыңыз. Бірақ адаптация жасауға болады. Бірақ негізінен жаңағы сарапшы ретінде ондай золотой стандарттың жаңағыдай бар екенін біліп жүру керек. Көп жағдайда жаңағыдай аналитика орталықтарына немесе университеттерге тән. Келесі. Яғни қараңыздар. Мынау бұл жерде мынау жаңағы лекциядағы саморефлексия. Яғни кейінгі кезде мен осыны өте жиі жасайтын болдым. Яғни осы қосқан жаңа ақпаратым. Яғни мәселенің өзіне тікелей қатысты сұрақтар бар. Мысалы, бұл сұрақтарға жауап беру мәселенің негізгі себептерін анықтауға мүмкіндік береді. Негізгі мәселе неде? Оның салдары қандай? Мәселенің негізі не? Яғни основасы не? Мәселе неден туындайды? Барлық осы факторлар қалай байланысты деген сияқты сұрақтарды өздеріңізге қойсаңыздар проблемаға қатысты. Сонда сіздер саморефлексия жүреді. Мынау ұсынысқа қатысты. Ұсыныс дайындаған кезде мәселені шешу үшін қандай шешімдер болды? Ұсынылуда және болуы мүмкін деген бұл жұмсайсыздар. Бұл мәселені шешуде қандай жетістіктерге немесе сәтсіздіктерге ие боламыз? Неге ие боламыз? Ағымдағы саяси талқылауда қандай ұсыныстар айтылмады? Неліктен ол айтылмады деген сияқты. Осындай өзіңізде, тобыңызда да немесе жаңағыдай бір аналитикалық жазба дайындаған кезде осындай саморефлексия өте маңызды. Мен осы соңғы жаңағыдай 2 жылдың ішінде бұның маңыздылығын өте түсіндім. Не себебі жаңағыдай өзіңе сұрақ қойған сайын, ойланған сайын жаңағыдай сол мысалы кейде болады менде сарапшылардың құжатын алып қоямын да, айтамын, болды, осыны ұмыт енді 3 күнге. Ұмыт, сен бұны жаздың ба? Ұмыт, вообще айналысып асып. 3 күннен кейін мен қайтарып беремін, сосын айтамын, ал енді қарада түзет, не түзегің келіп тұр. Сосын мүлдем басқаша жаңағыдай осындай сұраққа жауап берген. Мынау сіздерде лекцияда бар. Мен бұны түсіндірмеймін. Аналитикалық неде төңкерілген пирамида дейді, яғни ол мынандай, яғни ағымдағы жағдай, қауіп-қатер, негізгі тезис. Мынау перевернуто, яғни қорытынды тезис басында кетеді, сосын себептері, сосын салдары. Бұл сіздердің жаңағы тақырыптарыңызға байланысты осындай структураны беру болады. Яғни мәселені нақтылау, мәселенің шешу мүмкін тәсілдердің мүмкін салдары, ең ұтымды ұсынысты таңдау және оған дәлелдеме келтіру. Мынау жаңадан қосылған құрылым, яғни сіздің запискаңыз осындай 4 бөлімнен тұруы мүмкін. Келесі, ол мынау, яғни кіріспе, тақырыпты таныстыру, тақырыптан неліктен маңызды екенін түсіндіру, сосын тезисті бекіту. Келесі, сіздің аргументіңіз, ол аргументіңізге бірінші тезис, оның пікірі, оның дәлелдемесі. Мынау кішкене, егер шетелде оқыған болсаңыздар, аргументатив эссе деген бар, кішкене соңғы сайт. Яғни аргументационный эссе деген бар, соңғы кішкене сайт. Екінші тезис, үшінші тезис, сосын қорытынды. Яғни сіз көп жағдайда записка жазған кезде 3-5 идеядан артық айтпаңыздар, адам қабылдамайды. Мен айтамын, бізде не, мысалы, магистрский, докторский диссертация қарасың, тақырыптар ауқымды бүкіл не зерттейді. Бізде анау артық бір кішкентай проблема зерттеудің жоқ, біз вечно глобальный проблемамен айналысып жүрміз. Қазақстан деген сияқты. Қазақстаннан бөлек бізде аймақ бар. Мысалы, бізде мынандай ерекшелік бар. 20 аймақ бар. Маған бір сарапшы алып беріңіздер, бүгіндегі Атыраудың мықты маманы сарапшысы. Бүгіндегі Маңғыстаудың мықты сарапшысы, өтір нүктесіне дейін бүкіл білетін маман бар ма бізде? Жоқ. Өйткені біз сондықтан да сіздерде не бар? Перспектива. Поле свободное, бірден айтамын, конкуренция болмайды сіздерге. Араларыңызда біреуіңіз Маңғыстау облысының маманы болсаңыздар, немесе жаңағыдай Шығыс Қазақстан облысының, конкуренция болмайды. Керемет адам болсыздар, сізді жүріп тауып алып болады. Десет, себебі сіз бүкіл өтір нүкте шешіп оқымақты жақсы білесіздер. Сондықтан да маманданамсыңыздар. Мынаны қарап шығыңыздар. Тағы да лекцияды қарап шығасыздар. Мынандай нәрсе бар. Кіріспе, проблема, шешімі, қорытынды. Мына мен сіздерге әдебиет бердім, яғни аргумент, доказательство. Яғни шешімге аргумент керек. Сосын не керек? Дәлелдеме керек, міндетті түрде. Сондықтан да осыған, мынау басқа құрылым, осыған да назар аударсаңыздар. Мынау полисемема. Мынау мысалы бірақ қана кез келтіре аламын енді. Мысалы мынау бір записка. Бір записканың басы 3 абзац. Мынау екінші записканың басы. Кіріспесі. Бұл екінші тақырып. Мынау одан туындаған бір записка. Бір. Жаңағы 8 абзацтан жасалған не? Қорытынды. Яғни не множьте множественное деген сияқты. Яғни мынау көп сөз, мынау да көп сөз. А мынау нақты не болады? Нәрсе болады. Сондықтан да осылай қысқартып, жүйелеп үйреніңіздер. Яғни мынау лекцияда бар сіздерде. Мұқият қарап шығасыздар. Лекцияда мен жақсы түсіндірген бұны.
тақырыпқа қатысты, адресатқа қатысты. Мына әдебиеттің барлығы, мен жаңа айттым, жаңа кімнен беріп жіберемін, Жасұланнан тағы да бір, биыл тағы да бір жақсы кітаптар таптым электронды, соның барлығын беріп жіберемін, қарап шығасыздар. Мынау жаңағы былтырғы лекция түсіндірдім, яғни бүгіндегі приложениялар деген сияқты. Бүгінде мысалы Power BI бар қолданылуы. Сосын мынандай нәрсе бар. Аналитик — это тот человек, который пожизненно учится. Өмір бақи оқисыздар. Аналитик, мықты аналитик боламын десеңіздер, бүгіндегі багажымен шықпайсыздар. Мысалы, мен айтайын. Мен мысалы кейде 2 жылдық, 3 жылдық багажым таусылып бара жатқанын сеземін уже. Маған басқа нәрсе керек. Несіне, себебі менің багажым таусылды, менің тәжірибем таусылды, мен бөлісе алмаймын. Егер сіздер сарапшы ретінде тәжірибемен бөлісе алмасаңыз, сіз таусылдыңыз дейсіз. Сіздің айтарыңыз жоқ. Егер сіздің айтарыңыз болса, онда сіз әлі потенциалыңыз бар деген сөз. Сондықтан да кейде мысалы оқу керек. Мен мысалы жаңа айтып attым кейбір сарапшыларға. Оқу керек кейде басқа нәрсені. Мысалы оқу керек не? Мысалы аналитик болып жүріп, мысалы біреуіңіз домбыра оқып кетсеңіздер, тіпті тамаша. Ол қалыпты нәрсе, себебі кез келген оқу жаңа нәрсе, ол миды жақсы дамытады. Бұл 100% дәлелденген нәрсе. Мысалы енді менің біраз өзімнің хоббиім бар, несетін. Ол хоббимен айналысқан маған не береді? Жаңағы монотонный бір жаңағыдай бір шығармашылық жұмыс болса, өте көптеген идеялар көп келеді. Сосын өте көп оқу керек. Егер скорочтенияны игеріп алсаңыздар, әрине скорочтениемен қатты ауырып келген емес, бірақ кейбір мәселелерді зерттеген кезде скорочтение өте жақсы. По диагонали бүйтіп оқыған кезде, енді ақпарат өте көп қой, оның барлығын өтірік нүктесіне оқудың қажеті жоқ. По диагонали қарап шығыңыз, бәрі түсінікті жатыр. Басын аяғын ортасын оқисың, сонымен бәрі түсінікті жатыр. Сондықтан да скорочтенияны негізі игеріп алған дұрыс. Сосын жаңағы фрирайтинг аналитик ретінде фрирайтинг анализ, сосын бүгіндегі тренд ол дата аналитикс. Мен мысалы бүгінде мынандай кейс жасап жатырмын, президент әкімшілігімен бізде инициатива. Біз енді мини биг дата ғой. Яғни қараңыздар, біз ештеңе бізде жоқ болса, күтпеңіздер. Сәл 0,5 сантиметр бір қадам жасасақ та біз барамыз ана жерге. Бірақ енді жерде тұра берсең, мен ана жерге жетпеймін ғой өмір бақи. Мен осылай тұра берсем қақи. Бір қадам жасаймын, екінші қадам жасаймын. Сол сияқты мысалы біз бүгіндегі аймақтарда, бізде аймақтарда әлеуметтік сауалнама жүргізіледі. 1000 адамнан, ойлаңыздаршы, 1000 адамнан әрбір аймақтан. 20 000 респондент, шикарная база данных. Содан бүгіндегі менің идеям ол жаңа 20 000 респондентті бүкіл сауалнамасын бір уақытта өткізіп, бір методология бойынша өткізіп, бір сауалнама өткізсем, ертең мысалы біз биг дата бүкіл 20 000 респонденттің сауалнамасының нәтижесін біз үлкен биг дата қылып береміз. Мысалы әртүрлі сондай. Сондықтан да бүгіндегі сіздерде жаңа мүмкіндік ол дата аналитикс болу, конкурентный боласыздар, бәсекелес боласыздар. Бірден айтамын, ерінбеңіздер, үйреніп алыңыздар, ол сіздерге ертең тек қана пайдасын келтіреді. Будущее за дата аналитикс и за биг датами. Себебі біз бүгінде енді оған келеміз. Енді сосын мынандай нәрсе бар. Мен сосын кімнен беріп жіберемін? Жасұланнан. Менде PDF-та нейросети деген файл бар. Нейросети аналитиканы жасап бермейді, бірден айтам. Бірақ сіздерге балама ретінде бір идея айтуға, бір мәлімет айтуға жақсы көмектеседі. Не злоупотреблять? Бізде мысалы тыйым салынады, бірақ кейде мысалы анау күшті тақырыптың атын табу деген сияқты бір нәрселер болса, нейросет дейді. Сосын ол жерде нейросет сіздерге аналитика жасап бермейді, ол жерде бір нелер бар, мен PDF алып жіберемін. Сол кезде жаңағыдай жұмыс істеудің тәсілдерін сіздерге жеңілдететін аналитик ретінде жаңағыдай бір тізімдер бар, оны міндетті түрде беріп жіберемін. Мынау мен әдейі көрсеттім. Енді айтады ғой, өзің оқымасаң өтірік айтпай қой деп. Сол сияқты мен сіздерге дәлелдеме болу үшін ана жерде ажы деп тұр, ол мен өтірік айтып тұрған жоқпын деген сияқты. Мысалы, основа статистики, мысалы мен статистика оқыған жоқпын, менің үлкен бір нем бар. Мен сондықтан пробелді толтырдым да, жаңағы основа статистика. Табло деген тура Power BI сияқты сабақ, бірақ өте жақсы. Яғни анализ данных и просто и доступно деген не бар, сабақ бар, бұл осы неде курста. Өте жақсы сапасы, өте көптеген материалдар бар, өте көптеген нелер бар. Сондықтан да әртүрлі ағылшынша оқисыздар ма, қазақша оқисыздар ма, орысша оқисыздар ма, бірақ оқу керек, ол енді сол қорытынды айтқан сөзім, әрқашанда оқу керек. Сондықтан да осындай нәрселерді пайдалансаңыздар. Мысалы мен консервативті шығамын, скорее всего. Өйткені мен әлі күнге X-Mind қолданамын. Жұрттар уже X-Mind емес, бәленбай версияның бәленбай нәрсені қойылады. Мен үшін мысалы X-Mind ол дәстүрлі қабылданып үйреніп қалған бір нем. Мысалы қараңыздар, мен мысалы проблеманы зерттеген кезде қағаз аламын, ручканы аламын, осылай сызып отырамын, былай саламын. Себебі менің ондай ерекшелігім сондай. Менде кейбіреулер бар, ондай жасай алмайды, визуализация. Визуально көрсете алмайды. Кейде біз мысалы президентке мынандай записка береміз.
осындай сүрейін турасын емес, суретпен береміз. Былай, 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 былай. Өйткені адам қараған кезде бірден түседі. 100 білесің мысалы 5 бет сөз жазғанша бір бетте оған рисункпен берсең бәрі түсініп тұрады. Цифровой несін жасаймыз ғой, ана несін түсін белгілейміз болды. Сондықтан да мына әдебиеттің барлығы бар, яғни визуализацияны да мықты білу керек. Өйткені ол сіздің аналитикаңыздың сапасын өте жақсартады. Сондықтан да осындай енді үнемі үйренуден жалықпаңыз деген сөз ғой. Сондықтан да енді егер де осы айтылған нәрсенің бір 10%-ын пайдаланып көріп жасап көрсеңіздер, онда бекер 1,5 сағат лекция оқымады деп есептеймін. Сондықтан да мен әрқашан кез келген менен енді жас сарапшыларсыздар ғой, сіздердің болашақтарыңыз әлі алда. Сондықтан да қорытындылай келе мәліметке мұқият болыңыздар, мәліметті әрқашан жинаңыздар, күнделікті жазыңыздар, әдетке айналдырыңыздар. 4-шіден өмір бақи оқыңыздар, 5-шіден оқудан жалықпай әрқашанда. Ертең шетелге шығыңыздар. Ертең анау аналитический центрлар бар ғой шетелдегі, соған стажировканы өтіңіздер. Ол үлкен мүмкіндік. Brookings алады, неде Rand Corporation алады. Rand Corporation вообще несі өте мықты мүмкіндігі. 1200 штат. Көрдіңіздер? Бір аналитикалық орталықтың штаты 1200, Brookings-тік 800. Өте қабылдауға болады, баруға болады, олар өте көп интерншіп жарайды. Сондайларды өтсеңіздер, соғұрлым үйренесіздер. Бірақ мен мысалы өз басым мен кішкене азиатский направлениеда, мысалы мен үшін мен көп жағдайда жаңағыда Сингапурға барамын, былтыр мысалы Сингапурға бардым мен, сол жерде болдым. Оңтүстік Корея, Қытай, мен үшін азиаттық бағыт басымырақ, мен сол жақта көбірек тәжірибе етіп, сол жаққа барған жақсы көремін. Себебі енді мен ойлаймын, біздің Қазақстанға бәрі көп жағдайда жаңағыда азиаттық менталитет, азиаттық көп нәрсе жиірек келеді. Бірақ батыстан да үйрену керек, Америка штатында үйрену керек, үйренгеннен жаңағыдай кем болмайсыздар. Сондықтан да енді барлықтарыңызды бір шамамен бір 5-10-15 жылдың ішінде мықты аналитика орталықтарының мамандары деп, басшылары деп елестетемін. Барлықтарыңызға сәттілік, үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Әрқашанда келген жетістіктеріңізге қуанамыз. Рахмет.